Ол бір сәтке абдырап қалды. Өйткені ол өзінің қайда екенін және осы бір түрлі қараңғы жерде не істеп жатқанын білмейді. Кенеттен оның ішіндегі Құдайдың дауысы оның бұрынғы өмірінен мүлдем жаңа әлемде айдаһар кейпінде қайта туылғанын айтып сөйлейді. Ол сол жерде жатып, бұл бір түрлі арман ба деп таңғалды. Құдайдың дауысы оның айдаһар жұмыртқасының сипаттамаларына ие екенін түсіндіреді. Ал оның денсаулығы, қару-жарағы немесе басқа арнайы дағдылары жоқ. Ол Құдайдың даусынан бұл қандай да бір ойын түрі ме деп сұрайды. Бірақ дауыс оның деңгейі мұндай сұрақтар үшін тым төмен екенін айтады. Сондықтан ол өз деңгейін көтере алады, немесе ең жақсы фильмдерге қол жеткізу үшін ай сайынғы абоненттік төлемді төлей алады. Илю жеңіліске оңай шыдай алмайды, және оның қазір қайда екенін, және оның кім екенін сұрайды. Бірақ Құдайдың дауысы қандай жағдай болмасын, бұл жазылымға табандылықпен қол жеткізеді және кез келген сұрақтарға жауап беруден бас тартады. Бұл ұлудың қозының бағасы туралы естігенде мен сияқты есінен танып қалуына әкеліп соқтырады, және ол кездейсоқ құлап, ұясы тұрған ағаштан құлап кетеді. Оның қорқыныштысы, онсыз да аз болған денсаулық қоры бір ұпайға азаяды. Өйткені Құдайдың дауысы денсаулық ұпайларының саны 0-ге дейін төмендесе, бұл оның мәңгілікке өлетінін білдіреді деп түсіндіреді. Одан қорыққан ол өзін қауіпсіз сезіну үшін итеріп жіберуге тырысады. Бірақ оның орнына еңіспен төмен қарай домалап, рекордтық жылдамдықпен құлай бастайды. Ол өзін мүлде ұстай алмады және қазір міндетті түрде өлемін деп ойлады. Бірақ бақытымызға орай, оның жұмыртқасы тоғанның ең шетінде тоқтайды. Онда оның өмірі аяқталуға жақын болды. Ол тоғанға батып кеткеннен кейін оның өлімін іс жүзінде көре алды. Оның тынысы бір қалыпты болғаннан кейін, ол судың жанындағы шағылыста өзін шынымен көруге және оның қай жерде жоғалып кеткенін ешкім білмейтін кішкентай жарылған жұмыртқадан басқа ештеңе емес екенін түсінуге мүмкіндік алды. Ол не болып жатқаны туралы есінен танып қалады. Сири желіге қайта оралып, оған бұл әлемде өте әлсіз F классындағы құбыжық болып саналатын айдаһар жұмыртқасы екенін айтқан кезде, егер оның жұмыртқасының қабығы сынып қалса, ол өлуі мүмкін. Оның есегіндегі кішкентай миының арқасында интеллект деңгейі төмен және ол дұрыс жасай алатын жалғыз нәрсе жерге домалау. Тіпті бұл жағдайда да ол сорады, өйткені ол оны басқаруды әлі үйренбеген. Сири оның қорқынышты айдаһарға айналу мүмкіндігі аз болғанымен, оның мүмкіндігі өте аз екенін түсіндіреді. Өйткені айдаһарлардың 99% жұмыртқадан шыққаннан кейін өмір сүре алмайды. Бұл айдаһар жұмыртқасы деп есептелетін кезең. Бұл нәзіктік. Сиридің айтуынша, кездейсоқ авантюристердің жұмыртқаны қиратып, дәмді жұмыртқа пісіруі өте жиі кездеседі. Бірақ кейде авантюристер айдаһар ана жақын жерде болуы мүмкін деп қорқып, аулақ жүреді. Бұл оны ашуландырады. Өйткені ол өзінің бірінші кездескен кезде лақтырылуын күтіп тұрған даңқты доптан басқа ештеңе емес екенін түсінеді. Ашуланған кезде ол кездейсоқ қайтадан айнала бастайды. Бірақ бұл жолы ол өз қимылдарын басқаруды үйренеді және жартастың шетінен бұрылып, белгілі бір өлімнен құтылады. Ол орманда өте жақсы жылдамдықпен қозғала алады және өзін өзі басқаруды үйренеді. Бірақ ол ақырында кішкене жотаның үстіне құлап кетеді. Оның өкініштісі, бұл аздап құлау оның денсаулығын 4-тен 3-ке дейін төмендетуге жеткілікті болды. Бұл оны қорқытады. Өйткені ол негізінен, егер ол сол қарқынмен жалғаса берсе, өз-өзіне қол жұмсауды қаламай-ақ, өз өмірін қиюы мүмкін екенін есіне алады. Ол аздап демалып, өмірлік таңдауын қайта қарауды ұйғарады. Бұл оның денсаулығын барынша қалпына келтіретініне таңғалды және осылайша ол әлемді қайтадан жұмыртқа кейпінде жаулап алуға дайындалуда. Ол орманда қозғала бастайды, соңына дейін ойлана бастайды. Және егер ол айдаһардың жұмыртқасы болса, ол бір сәтте міндетті түрде жұмыртқадан шығатынын түсінеді. Яғни ол айдаһарға айналады. Бұл оның айтуы бойынша өте қорқынышты жаратылыстар. Бірақ ол үшін тапсырмаларды орындап, тәжірибе жинақтау керек пе? Бұл әлем RPG сияқты жұмыс істеме. Онда ол өз деңгейін көтеру үшін басқа жаулармен және құбыжықтармен күресуге тура келеді ме? Кенет ол тікенді құйрықты байқап қалады да, оны бірден жасауға тырысады. Оның не екенін анықтауға тырысқанда, ол құртқа ұқсайтын бір түрлі күлгін тіршілік иесін тауып алады. Ол бірден жәндіктер құбыжығының сипаттамаларын тексереді және оның өте күшті құбыжық емес екенін түсінеді. Бірақ құбыжықта жұмыртқа жегіштің ойыншы белгісі бар. Бұл оны өлімге дейін қорқытады және ол өзіне назар аудармай қашуға тырысады. Бірақ ол дұрыс нәрсені істеуге келгенде мен сияқты жаман. Сондықтан ол бәрін бүлдіреді және құрт оны қуа бастайды. Ол бірден қарама-қарсы жаққа қарай домалай бастайды. Бірақ құбыжық тоқтамайтын сияқты және оны қуа береді. Ол құбыжықпен күресу мүмкін емес екенін біледі. Өйткені оның қолынан тек домалау ғана қалады. Ал құрт әлсіз болса да, ол әлі де өзінен әлдеқайда күшті және бұл текетіресте жеңіске жету мүмкіндігі болмас еді. Ол үй ішіндегі температураны өлшейтін құралын пайдалануды ұйғарып, құбыжықты жартастың шетіне апарды. Орта мектепте құбыжық сенен гөрі ақымақ болып, жемге түсіп қалған екен. Илю оны бірден жардан итеріп жіберді, бірақ ол құбыжықтың қасына құлап түсті. Бұл оның соңын білдіруі мүмкін еді. Бірақ бақытымызға орай,
ол жерге емес, құбыжыққа құлап түсті. Бұл оны ең жаманынан қорғады. Бірақ бәрібір оған айтарлықтай зиян келтірді. Өзі, ол осымен аяқталады деп үміттеніп, екінші жағына бұрылады. Бірақ құрт оның аяқталғанын жарияламас бұрын, оны соңғы рет қорқытады. Және өлу үшін аударылады. Илу терең тыныс алады. Оған өмір сүруге мүмкіндік бергені үшін, Құдайға шүкір. Кенеттен Сири оған құбыжықты өлтіргені үшін, сондай-ақ оның деңгейінен асып кеткен, құлаудан аман қалғаны үшін. Бірнеше ұпай алғанын айтқан кезде, 5 деңгей және одан әрі деңгейлерге жету үшін алдымен эволюциядан өту керек. Сири оған эволюциялық ағаш арқылы алға жылжудың 2 жолын көрсетеді. Олардың бірі бала айдаһарға, екіншісі кішкентай айдаһарға апарады. Ол осы екі тұқымның айырмашылығынан біраз абдырап қалды. Бірақ бақытымызға орай, Сири оған кішкентай айдаһардың басқа айдаһарлармен салыстырғанда кішірек ергежейлі айдаһарлардың қорқынышты айдаһар тұқымы екенін түсіндіреді. Бұл түр, бірақ олар өте күшті және аюдың өлшеміне дейін өседі. Авантюристер олардан аулақ жүреді, өйткені олар отпен тыныс алатын тіршілік иелерінің шабуылынан қорқады. Салыстырмалы түрде, айдаһар баласы бұл өзінің нәзік етімен танымал айдаһар баласы және оны авантюристер мен басқа құбыжықтар жиі аулайды. Өйткені оларды ұстау және тырнау оңай. Керемет дәмді бұқтыру үшін, егер бала айдаһар аман қалып, ересек болып өссе, олар әртүрлі айдаһар тұқымдарына айналуы мүмкін. Бірақ олардың көпшілігі бұл күнге дейін өмір сүре алмайды. Илу әлемнің күйзеліске ұшырағанын түсінеді және алдымен кішкентай айдаһар болуды ойлайды. Өйткені бұл оның басынан бастап қауіпсіз болуы мүмкін екенін білдіреді. Және ол назардан тыс қалған сәтте, назардан тыс қаламын деп алаңдамайды. Сен құбыжықтың немесе авантюристің қасындасың. Ол кішкентай айдаһарды таңдағалы жатыр еді. Кенет оның ішкі даусы оған кішкентай айдаһарды таңдауды бұйырды. Алғашында тіпті ол кішкентай айдаһардың неліктен ең жақсы таңдау болатынын түсінбей абдырап қалды. Бұл дұрыс таңдау. Бірақ кенеттен ол кішкентай айдаһардың корольдің қысқа екенін түсінді. Яғни оның тиында де жұп табу мүмкіндігі іс жүзінде нөлге тең. Ал егер ол кішкентай айдаһарға айналса және 6 футтан асып кетсе, ол барлық артықшылықтарға ие болады және Киттидің ессіздігіне шомылады. Ол кішкентай айдаһар болуды шешкен сәтте оның ішіндегі бір нәрсе өзгеріп, жұмыртқа шығып, ол сары айдаһардың күшігі болып көрініп, оның статистикасы жоғарылаған сияқты. Бірақ оның денсаулығы әлі толық қалпына келген жоқ. Демек, ол күш қуатын қалпына келтіру үшін демалу керек. Ол құртқа бұрылып, эволюциясы үшін оған алғыс айтады. Кенет іші дірілдей бастайды. Бұл оны шатастырады. Өйткені ол жалаңаш емес және аман қалу үшін боқ пен зәрді жей алмайды. Бірақ ол бойының өсуіне байланысты туындауы мүмкін барлық қиындықтар туралы ойлайды. Сондықтан ол оған баруды шешеді. Өйткені оған ақуыз қажет. Ол құртты тұтастай жей бастайды. Содан кейін жоғалтқан барлық HP-ді қалпына келтіру үшін ұзақ, терең ұйқыға кетеді. Келесі күні ол оянғанда, ол әлі де адам болған арманы туралы ойлайды және дәл осы жерде қалай реинкарнацияланғанын және қайтып келгенде кім болғанын ойлай бастайды. Бір кездері ол адам болған. Осының бәрін ойлап үлгермей жатып, артына бұрылып қараса, бір топ құрт құбыжықтары оған шабуыл жасауға дайындалып жатқанын көрді. Өйткені ол қазір айдаһар. Алайда, ол олармен күресуді ұйғарады. Және әкесі оны жібергеннен кейін Дағыстанда үйренген әдістермен оларды толығымен жоя бастайды. 2-3 жыл өтті, мен ұмытып кеттім. Әрбір жаңа кісі өлтіру кезінде ол көбірек тәжірибе жинайды және көп ұзамай шабуылға көбірек мүмкіндіктер ашады. Ол өзінің отты тынысын кез келген құбыжықтарды қуыру үшін пайдалана бастайды және көп ұзамай 7 деңгейге жетеді. Бұл оған жұдырығын жабуға мүмкіндік беретін айдаһар соққысы қабілетіне ие болады. Отты шарға айналып, оның алдында тұрған кез келген құбыжықты жойыңыз. Мен соңғы құбыжықты тұншықтырып өлтіргеннен кейін, оның іші тағы да ызылдады. Ол құрттарды қайтадан жеуді ойлап жүр, бірақ ол өз күнін ит боқтарынан бастағысы келмейді. Сондықтан ол басқа нәрсені сынап көруді шешеді және Майк Тайсонның саңырауқұлақ диетасына көшеді. Өкінішке орай, бәрі де темір Майк сияқты жиналмайды. Ал Илу бейтаныс адамның үйіне барар алдында жалғыз бойдақ кешінде менің бұрынғы жігітім сияқты құсуды бастайды. Ол жаңа тамақ көзін табу керек деп шешті. Өйткені ол дүниеде еш нәрсе үшін ұсқынсыз құртқа бармайды. Дәл осы сәтте ол алдынан жүгіріп келе жатқан сұр қасқырды байқап қалады да бірден қолын бұлғауды ұйғарады. Ол қасқырдың қасында жүгіре бастайды. Ал жануар өзінен үлкен болса да, Илу өзінің жоғары өнімділігінің арқасында жеңетінін білді. Ол тіпті қасқырға ештеңе істеуге мүмкіндік бермейді. Өйткені Илу қасқырды қабілетсіз ету үшін айдаһар тынысын пайдаланады. Содан кейін қасқырды толығымен жойып, оны баяу отта қуыруға айналдыратын отты соққы береді. Ол бұл тағамның дәмі барбекюге ұқсай ма деп ойлайды және оны таң қалдырғаны ол грилде пісірілген стейкке ұқсайды. Ол оған осы жануарларды аулауды бастауға тағы бір себеп береді. Ақырында ол тағы бір кәрі қасқырды тауып алады. Оны бір отпен шылым шегіп, қуыра бастайды. Оның отты тынысы, егер ол 25 деңгейге көтеріле алса,
бұл оның тағы бір рет алға жылжуына мүмкіндік беретінін түсінеді. Ол жалғыз тамақтанып жатқанда, жасанды интеллект көмекшісі болып табылмайтын адаммен сөйлескісі келеді. Дәл осы сәтте ол орманнан шыққан кейбір дауыстарды естиді. Ол бұл дауыстардың сөзсіз адамдарға тиесілі екенін түсініп, дереу барлауға кіріседі. Көп ұзамай ол джунглиде серуендеп жүрген 3 авантюристтен тұратын топты байқап, олардың ешқайсысы оның деңгейінен жоғары емес екенін түсініп, олардың сипаттамаларын тексереді. Бұл олардың оған қауіп төндірмеуі керек дегенді білдіреді. Бірақ олардың үшеуі болғандықтан, олар оны міндетті түрде жеңе алады. Ол әлі де тәуекелге бел буады. Өйткені ол өзін адамдарға ұнамау үшін тым сүйкімді деп санайды, және олар онымен дос болғысы келетін шығар. Ол ағаштың артынан шығып, бірден өте сүйкімді әрекет ете бастайды деп ойлайды. Ол адамдар оған бірден ғашық болады деп үміттенеді. Бірақ топ жетекшісі қылышын алып, кеудесіне тікелей тиген ауадан соққы беріп, оны жерге құлатып жібергенде, ол қатыгездікпен түсінеді. Қан түрінде оның денесінен тер тамшылары ағып жатыр. Ол қашып кетуді ойламай тұрып, оған сиқыршының сиқыры тиіп, денесін толығымен ұйықтататындай қатты соққы берді. Ол адамдарға сене аламын деп ойлап, өзінің қандай ақымақ болғанын ойлайды. Енді ол үшін төлеуге тура келеді. Ол үшін өз өмірін құрбан ету арқылы төле. Ол жорғалауға тырысады. Бірақ оның денесі бір дюймге де қозғала алмайтындықтан, оның пайдасы жоқ. Ол өлуге дайындалып жатыр. Бірақ басшы оны пышақтап өлтірмекші болғанда, емші қыз олардың арасына түсіп, оның өмірін сақтап қалады. Басшы онымен дауласады. Бірақ содан кейін ол оны араға тастап, әрі қарай жүреді. Мерв есімді қыз оған емдік сиқыр жасай бастайды, және оның қозғалуы үшін баяу, бірақ сенімді түрде денсаулығын қалпына келтіреді. Ол тіпті оған дұрыс алғыс айта алмай тұрып, олар басқа авантюристер кеткен жақтан қансырап айқайлаған дауысты естиді, және Илю шынымен де бірдеңе дұрыс емес болып кеткеніне, және жақын жерде осы аймақта күшті құбыжық бар екеніне сенімді. Емші дереу бұрылып, сол бағытта жүгіруге тырысады, бірақ Илю оны тоқтатады. Өйткені ол орманда қандай құбыжық жасырынса да, одан күштірек екенін, және оны да өлтіретінін біледі. Әсіресе ол оны емдеу үшін бар күшін салып қойғандықтан, ол жаралардан тым әлсіз. Бірақ Сомер оның жанынан өтіп бара жатып, орманға жүгірмес бұрын абай болу керектігін айтады. Илю өзін соншалықты дәрменсіз және пайдасыз деп қарғайды. Ол қандайда бір жолмен сал ауруын жеңе алады, және кенеттен өзінен кемінде 10 есе күшті алып, тас айдаһармен бетпе-бет келгенде орманда жүгіре бастайды. Ол жерде ес-түссіз жатқан қыздың аяғында жатқанын байқайды. Бірақ ол көмектесуге тырыспай тұрып, айдаһар оның иісін сезіп, оны аяқтау үшін бұрылды. Бір рет және бір жола Илю денесін қорқыныш билеген кезде қозғала алмайтындай есеңгіреп қалды. Ал тас айдаһар оған бүкіл денесін лақтырып жіберді. Оның таңғаларлығы, Илюдің денесі инстинктивті түрде өздігінен қозғалады, және ол шетке секірген кезде оны жақын арада болатын өлімнен құтқарады. Ол бірден бұталардың артына тығылып, өзінің қандай ақымақ екенін ойлап, адамдармен қатар соғысса да, олар бұл құбыжықты жеңе алар еді деп ойлады. Егер ол осы құбыжықтан бір ауыр соққы алса, онда ол міндетті түрде осы планетаның бетінен жойылатынын біледі. Ол Мерияны табу үшін сол жерге қарап, оның әлі тірі екенін, және оның өмірін әрең ұстап тұрғанын түсінеді. Оның денсаулығы жақсы. Оның қорқыныштысы, тас айдаһар оны аяқтау үшін мараға оралуды шешеді. Бұл оның барлық қорқыныштарын ұмытып кетеді, және ол дайындалып жатыр. Оны құтқаруға тырысу. Бірақ ол өзін құбыжыққа лақтырып үлгермей жатып, Құдайдың дауысы онымен қарым-қатынас жасаудың қажеті жоқ екенін айтып, оны қашуға шақырды. Және оның бұл қақтығыстан аман қалмауының жақсы мүмкіндігі бар. Бұл оны Сиридің қаншалықты дұрыс екенін ойлаған кезде жарты жолда тоқтатады. Өйткені оның бұл құбыжықпен күресуге көмектесетін дағдылары жоқ, және ең қауіпсіз таңдау жай ғана қашып, басқа уақытта күресу үшін өмір сүру. Бірақ ол шешім қабылдамас бұрын, оның миында Мердің өмірін сақтап қалғаны және оны қалай емдегені туралы естелік пайда болды, және ол оны жалғыз қалдырмайтынын және оны құтқаратынын немесе мұны істеуге тырысып өлетінін шешті. Ол өзін айдаһарға лақтырады, ал айдаһар оған шабуыл жасамақ болғанда, ол жұмыртқа кезіндегі шеберлігін есіне алып, жерге домалай бастайды. Бұл оның өмірін сақтап қалады. Және ол айдаһарға аздап соғылып, олардың арасында біраз қашықтық жасамас бұрын ауаға секіреді. Ол бірден топтағы басқа адамдарды іздеп, жан-жағына қарап, қарт сиқыршының өлгенін және бұл туралы ештеңе істеуге болмайтынын түсінеді. Бірақ семсерлесуші әлі де өз өміріне аз ғана маржамен жабысып жатқан сияқты. Тас айдаһар Иланы тағы да қуа бастайды. Бірақ ол шеңбер бойымен жақсы домалап, құбыжықтан жалтарып, оны артқа ұра бастайды. Аз уақыт ұтып, қалған авантюристерді құтқарамын деген үмітпен. Ол өзінің жоспары жұмыс істеген сияқты, және ол адамдарды құтқара алар еді деп ойлаған сәтте, Дагон жартасы оған жерді жарып, жіберетін сиқырды жібереді. Ол жер бетінде соққы толқынын тудырады, үлкен тікенектер жасайды. Алу және оны құлату, жерге түс. Ол шабуылдардан жалтаруды жалғастыра алмайтынын түсініп, қарсы тұруға бел буады. Тас айдаһар оған шабуыл жасамақшы болады. Бірақ бұл жолы Илю қарсы шабуылға шығып, сыни соққыға үміттеніп,
оның бетіне отты соққы беруге тырысады. Ол алдымен шабуылды тиімді деп ойлады. Бірақ оның қорқыныштысы, ол шабуылдың аз ғана зиян келтіргенін ғана емес, сонымен бірге айдаһар жоғалған HP-ді қайтадан қалпына келтіріп жатқан сияқты екенін түсінді. Ол әлі де осы мүмкіндікті пайдаланып, Хузды дереу қолға түсіреді. Өйткені ол қазіргі уақытта бір ғана адамды құтқара алатынын біледі. Ол шабуылдан жалтарғаннан кейін бірден құбыжықтан қаша бастайды және тікелей терең джунглиге қашып кетеді. Сонда ол оны құтқарады. Ол оның әлі де денсаулығын жоғалтып жатқанын түсінеді және оның денсаулығын қалпына келтірудің жолын табуы керек. Ол қыздың оны сауықтыру үшін бұрын істегенін қайталауға тырысады. Бірақ ештеңе болмайтыны анық. Ол бірден жоспарды өзгертіп, қыз түн түскенше элементтерден пана таба алатын орынды табуды ұйғарады. Ол күннің батуымен жарықтандырылған ауаны иіскеп, соңынан еретін таныс иісті табуға тырысады. Кенет ол алыстан келген адамдардың әлсіз иісін сезіп, қызды арқасына көтеріп, бірден бар жылдамдықпен ізіне түседі. Оның үрейі бітпейтін сияқты. Бір топ сұр қасқырлар оны тез әрі оңай тамақ алуға үміттеніп, әр жерден қуа бастағанда, Илу бұл кезде шектен шығып кетті және қарғыс атқан айдаһардан аман қалғаннан кейін оны атақты күшіктер жеп қоймайды. Ол Хузды ағаштың қасына қойып, қасқырлармен күресу үшін бұрылады. Ол әдетте қасқырлармен жеке-жеке айналысатын, бірақ бұл жолы ол бүкіл отармен күресуге мәжбүр болды. Бұл оның жарақат алғанына қарамастан. Ол барлық қасқырлармен ерлікпен күресіп, қызды өз денесінің құнына қорғауды жалғастыруда, өйткені оны ұрып соғуды жалғастыруда. Бірақ ол қасқырлармен күресіп, оны қайтадан арқасына отырғызады. Орманды аралап жүріп, көгерген және соққыға жығылған, шегіне жетіп қала жаздаған ол көп ұзамай адам ауылына қайта жол тауып, оны бақытты етеді. Өйткені оған қазір тек мейірімнен көмек сұрау керек. Сондықтан ол денсаулығын қалпына келтіре алады. Ол тамағына дейін айқайлай бастайды және ауыл тұрғындарының назарын өзіне аудара алады. Өкінішке орай, ол үшін ауыл тұрғындары оның айтқанын түсіне алмай, одан қорқады. Ол оларға жамандық тілемейтінін білдіруге тырысады. Бірақ олардың бірі оны қолдан жасалған найзамен аяғынан жарақаттайды. Ол мұнда оған ешкім көмектеспейтінін түсінеді. Өйткені бүкіл ауыл оны қауіп деп санайды. Ол оны тез арада жерге қайта түсіреді де, ауыл тұрғындары оған тағы да шабуыл жасауға дайындалып жатқанда бірден қаша бастайды. Ол бәрінен жалтарып, орманға қайта қашып үлгереді. Ал ауыл тұрғындары мертті тез арада қауіпсіз жерге апарып, оған көмектесу үшін жергілікті емшіні шақырады. Илу, ең болмағанда, оның өмірін сақтап қалғанына қуанып, орманға қайта орала бастайды. Мер 2 күннен кейін Мари есімді жергілікті емшінің үйіне келеді. Ол оған 2 күн қатарынан ес-түссіз жатқанын айтады. Мер оны ауылға дәл кім әкелді деп ойлайды. Өйткені ол сол жерде өлетініне сенімді болды. Бірақ Мари бұл туралы ештеңе білмейтінін айтады. Мор топтың қалған мүшелерінің қайда екенін сұрайды. Ал Мари ескі сиқыршы қайтыс болды деп жауап береді. Ал олардың жетекшісі Даз оқиға орнында ешқашан табылмады. Яғни оны айдаһар жеп қойған болуы мүмкін. Айналасында тек қан қалды. Бұл аймақ дәлелі ретінде пайдаланылады. Анам Дазды тоқтатса, ол әлі тірі болар еді деп бірден жылай бастайды. Бірақ Мари оған уайымдамау керектігін айтады. Өйткені Даз басқалардың пікірін тыңдайтын адам емес еді. Мадаздың аздап дөрекі болғанын есіне алады. Бірақ ол жақсы адам болған және әрқашан ауылға қауіп төндіргісі келетін құбыжықтармен бірінші болып күрескен. Ол сондай-ақ балалармен жақсы қарым-қатынаста болды және оларға әрқашан дұрыс кеңес берді. Жалғыз мәселе оның тас айдаһарға деген құмарлығы болды. Өйткені ол кішкентай кезінде айдаһармен соқтығысып, қашып кеткен. Дәл сол кезде ол құбыжықпен күресіп, ол туралы кез келген адамның көкейінде жүрген барлық сұрақтарды шешу үшін оны өлтіруді шешті. Ол ескі сиқыршымен және оның экипажымен күресуге бел буады. Бірақ Мари олармен емші ретінде баруға ешқашан рұқсат бермейтінін немесе келіспейтінін білді. Сондықтан олар оны алдап кетті. Мер Мари оны алып кетуді бұйырды деп мәлімдеді. Оның орнына Мария барғысы келмеді. Өйткені тас айдаһармен күресу өте қауіпті. Бірақ эмоционалды бопсалау арқылы олар оны өз тобына қосылуға көндіре алды. Ол басқа ауыл тұрғындарына ескертпеу туралы шешіміне өкінеді. Бірақ қазір оған көмектесе алмайды. Ол құтқарып, ауылға оралуға көмектескен айдаһар туралы бұлыңғыр естелік қалдырды. Бұл ауыл, бірақ Мари оның мұнда қалай келгенін білмейді және оған құбыжық шабуыл жасағанын біледі. Бірақ бұл аққұба ауыл тұрғыны оны найзасымен құтқарып үлгерді. Орманға оралған соң, Илу ақыры күш-қуатын қалпына келтірді және қазір өзін әлдеқайда жақсы сезінуде. Ол Маридің жағдайы қалай болды және оның жағдайы жақсарды ма деп ойлайды. Бірақ ол сондай-ақ тас айдаһардың алдында болған әлсіздік сезімін есіне алады және бұл оның әлі де осы ормандағы ең әлсіз тіршілік иелерінің бірі екенін және мүмкіндігінше тезірек күшті болуы керек екенін еске салады. Ол көп ұзамай миын жарып жіберуді ұйғарады да, құбыжық құртты жем ретінде пайдаланып, оны ағашқа іліп қояды. Не болып жатқанын көру үшін сол жерде округтың түкпір-түкпірінен бір топ құрттар жиналады. Ал Илу осы мүмкіндікті пайдаланып, оларды шаң-тозаңға айналдырады. Ол жолында кездескен әрбір құбыжықты жұдырығымен ұрып, тістеп, немесе отты шабуылдарын пайдаланып, қытырлақ болғанша қуыру арқылы жоюды жалғастыруда. Ол қырғынды аяқтағаннан кейін, ол ақырында 25 деңгейге жетті.
яғни ол эволюциясының тағы бір нүктесіне жетті. Сири оған эволюция ағашын көрсетеді, және ол оқиғалардың дамуының 5 нұсқасы бар екенін түсінеді. Олардың кейбіреулері кішкентай айдаһарлар, олар ерте есейсе де, ол міндетті түрде таңдамайды. Бірақ ұзақ мерзімді перспективада олар басқалар сияқты күшті болмайды. Періште айдаһары өте күшті, бірақ негізінен мерхат сияқты қорғаныс және емдік күштерге ие. Кішкентай айдаһар бұл нәресте айдаһарының келесі тікелей эволюциялық сатысы, және егер ол осылай жалғаса берсе, ол жақын арада ересек айдаһарға айналатыны сөзсіз. Ал тағы бір нұсқа ең жақсы сиқырлы заклинаниелерге ие мутацияға ұшыраған кішкентай айдаһар. Ақырында соңғы нұсқа өлім мен жойылуды себумен танымал және өз қалауы бойынша адамдарға айнала алатын қараңғы оба айдаһары. Бастапқыда Илу оба айдаһарының нұсқасынан бірден бас тартады. Өйткені бұл одан да жасырын жол болар еді. Бірақ кенеттен ол адамға айналу оның шынымен де адамдар ауылына барып мөрмен қайта қосыла алатынын білдіретінін түсінеді. Содан кейін ол күйзеліске ұшырап, өз шешімі туралы ойлана бастайды. Өйткені бұл шешім оның өміріндегі ең маңызды шешімдердің біріне айналады. Оның эволюциясы үшін қандай жолды таңдау керектігі туралы шатасуы Иланы есінен айыра бастайды, және ол қандайда бір қорытындыға келуге тырысқанда іш қатқан итіме ұқсайтын дыбыстарды шығара бастайды. Ақырында ол мер үшін шынымен алаңдайтынын және оны қайта көргісі келетінін шешеді. Егер ол адам болып қайта туылуды үйренсе, ол оба айдаһары болса да жақсы өмір сүре алатынын сезеді. Ал егер бұл Shark Tank-тегі көптеген стартаптар сияқты жұмыс істемесе, ол қайтадан айдаһарға айналуы мүмкін. Осыдан кейін Илу жас оба айдаһары болуды шешеді, және оның түс схемасы сарыдан күлгінге өзгереді. Ол мега Charizardқа ұқсайды, және ол шынымен де өте қорқынышты болып көрінеді. Ол өз шешімі туралы ойлана бастайды. Бірақ содан кейін Сири оған дағдыларды қарау мәртебесі жоғарылағанын және енді оның дағдыларының егжей-тегжейлерін көре алатынын айтады. Мұны естіген Илу өзінің күмәнінен бірден арылады. Ал Сири оған шыбын және айдаһар шкаласы ұнтағы деп аталатын жаңа дағдыларды ашқанын хабарлайды. Оның теруі қараңғыға өзгерді, ал қазір оның әдеттегі дағдылары улану мен қарғыс элементтерімен зақымдану үшін дамыды. Сондай-ақ оның бұзушы және апат деп аталатын бірнеше атаулары бар, және Илу бұл туралы көбірек естіген сайын бұл пішінді таңдағанына өкінеді. Оның үстіне ол кез келген Карен сияқты адам болу үшін уәде етілген дағдыға ие бола алмады. Илу Сириге ренжіп, оның менеджерімен кездесуді талап ете бастайды. Ол бұлай емес екенін айтып, адамды өзгерту дағдысын алу үшін деңгейді көтеру керек пе деп сұрайды. Дегенмен, Сири бұл мүмкіндікті төлем қабырғасының артына тағы бір рет жасырады, және Илге премиум жазылымын сатып алғанша бұл сұраққа жауап бере алмайтынын айтады. Илу көңілі қалғанын және алданғанын сезінеді. Өйткені ол адам емес, ұшатын апатқа айналды. Алайда, жақсылықсыз гуд жоқ. Ол енді өз дағдыларының егжей-тегжейлерін көре алады, және бірінші кезекте тексеруді шешеді. Сири ресми түрде Құдайдың дауысы деп аталады. Сири бұл деректерді әдеттегідей сақтайды, ал Илу оны күткен кезде ұстамды болды. Содан кейін ол одан айдаһар шкаласы ұнтағы жаңа дағдысы туралы сұрайды. Ал Сири оған қанаттарынан улы қабыршақтарды шығара алатынын айтады. Бұл кез келген тіршілік иесін қатты әлсіретіп, тіпті өлтіруі мүмкін. Максималды деңгейде ол бүкіл халықтарды олардың үстінен ұшып өте алады. Илу мұның мысалын бірден көреді. Оның қасындағы гүл оның қабыршақты ұнтағының кесірінен қурап, өліп қалады. Және ол Сириді биологиялық қару жасағаны үшін қарғайды. Ол жай ғана адам болып, онымен күрескісі келген кезде, енді ол ешбір адам оған жақындауға тырыспайтынына сенімді болды. Содан кейін ол одан кем емес қорқынышты басқа дағдыларды сынай бастайды. Келесі дағды ауру тудыратын тыныс алу. Ол оның отты тынысын, өте өлімге әкелетін ауруларды тарататын және бүкіл өркениеттерді ең жоғары жылдамдықпен жоюға қабілетті шабуылға айналдырады. Деңгейі Илу үрейлене бастайды. Өйткені ол зұлым адамның рөліне қазіргіден жақсырақ дайындала алмайды. Және оның зұлым адам болуының қандай да бір жолы бар ма деп ойлайды. Енді мен оның эволюциясын өзгерте аламын. Ол өзінің атақтарын тексеруді шешеді. Өйткені олар оның шеберлігі мен өсуіне әсер етуі мүмкін. Ал Сири оған оның дұрыс екенін айтады. Оның бірінші атағы кішкентай қаһарман. Ол аздап батылдық танытып, қауіп төнген кезде дұрыс әрекет ететіндерге беріледі. Бұл оның эволюциясының бағытына үлкен әсер етіп, бір күні оны нағыз қаһарманға айналдыруы мүмкін. Илу мұны естігеніне қуанышты, бірақ содан кейін ол өзінің басқа атақтары туралы мәліметтерді біледі. Зұлым атағы артында мәйіттердің тауларын қалдырып, құрбандарының санын мақтан тұтатын зұлым адамдарға беріледі. Бұл қараңғы типтегі шабуылдардың зиянын арттырады және ақ сиқырлы заклинаниелерді үйренуді қиындатады. Ол сондай-ақ қалпына келтіру жылдамдығын баяулатады және оның эволюциялық жолына үлкен әсер етеді. Бұл Илу үшін табыттың қақпағындағы соңғы шеге, және ол қайтадан кішкентай айдаһар болғысы келетінін нылдап айқайлай бастайды. Ауылға оралғанда Мари олардың дұрыс жұмыс істеп тұрғанына көз жеткізу үшін ауылдың түкпір-түкпіріне қойылған қорғаныш тастарды тексереді. Бұл тастар құбыжықтардың ауылға кіруіне бейсаналық түрде кедергі келтіретін тосқауыл жасайды. Бірақ олар ерік, жігері күшті құбыжықтарға немесе мақсаты бар құбыжықтарға қарсы жұмыс істей алмайды. Мер оның өмірін сақтап қалған айдаһар осы санатқа жатуы керек деп санайды. Бірақ ол оны шынымен құтқарғысы келетініне сенімді емес пе? Әлде бұл жай ғана кездейсоқтық па?
Мари бұл туралы түсініктеме бере алмайды, өйткені ол айдаһарды көрмеген. Бірақ ол ақаулы тосқауылға байланысты құбыжықтардың ауылға кіргенін қаламайды. Ол барлық күзет тастарын зарядтауды аяқтайды. Кенеттен мэр одан құбыжықтар туралы көбірек айтып беруін сұрайды. Мари бұл оқиғадан кейін мэрдің құбыжықтарға неге сонша қызығушылық танытқанына таңғалады. Өткен күні оны айдаһар құтқарып қалғандай сезінгенін айтады. Ал Мари одан құбыжыққа деген сезімі бар жоғын сұрайды, өйткені бұл жиіркенішті. Мур үрейленіп, онда ештеңе жоқ екенін айтады. Ал Мари оны сол күйінде қалдыруды шешеді. Ол Мурдың құбыжықтар туралы көбірек білуі керек екендігімен келіседі, және құбыжықтар өз деңгейлерін көтеру үшін басқа тіршілік иелерін жеңе алатынын түсіндіре бастайды, және одан да күшті құбыжықтарға айналады. Адамдарда да деңгейді көтеру және дағдыларын жетілдіру жүйесі бар, бірақ олар құбыжықтар сияқты жаңа түрге айнала алмайды. Мур бұған таң қалып, бұл туралы бұрын соңды естімегенін айтады, бірақ бұл Мариді есінен танып қалады. Өйткені ол оған мұның бәрін 11 жыл бұрын үйреткен. Мур ол кезде небәрі 5 жаста және 11 жаста болғанын айтады. Бұл эльф үшін онша көп болмауы мүмкін, бірақ бұл адам үшін өте көп. Мари дәрісін жалғастырып, анда-санда Құдайдың дауысын ести алатын ерекше адамдар бар екенін, және олар деңгейді көтеру және басқа нәрселер туралы білгендерін айтты. Мари құбыжықтар аман қалу үшін күресіп жатқанын айтады, және олар әрқашан эволюция арқылы күштірек болуға тырысады. Өйткені бұл олардың ұзақ өмір сүруіне көмектеседі. Ол мерге айдаһар оның өмірін сақтап қалған болуы мүмкін екенін айтады. Бірақ келесі жолы ол оны кездестіргенде, ол одан да қауіпті нәрсеге айналады, және тіпті оған шабуыл жасауы мүмкін. Мер Мариді қатты қорқытқаны үшін айқайлайды. Бірақ эльф ханымы одан үміт үзбеуін айтады. Құбыжықтардан, өйткені олар адамдармен үйлеспейді. Сонымен бірге Илу ормандағы тағдырына мойынсұнып, жақсы айдаһар жолына қайта оралу үшін мүмкіндігінше тезірек деңгейге көтерілуді шешті. Дегенмен, оның басты басымдығы әлі де Мурмен қайта кездесу үшін адам болып қалыптасу болып табылады. Ол кенеттен қозғалысының баяулағанын сезген кезде көп тәжірибе ұпайларын жоғалтатын әлсіз құбыжықты іздей бастайды. Илу оның қозғалысын бәсеңдететін өрмекпен жабылғанын түсінеді. Содан кейін ғана ол өрмекші салған тұзаққа түсіп қалғанын түсінеді. Дәл осы сәтте бұталардан үлкен өрмекші секіріп түсіп, оған ысқырады. Илу оның салыстырмалы түрде өте жоғары статистикаға ие екенін көргенде шошып кетеді. Бірақ ол қашып құтыла алмайды, өйткені ол тұзаққа түсіп қалды. Өрмекші бір топ торды бөксесінен ұлуға қарай лақтырып жібереді. Ол оны отты тынысымен қарсы алады, торды күйдіреді. Сонымен қатар өрмекшіге зақым келтіреді. Алайда оның денесін жауып тұрған өрмек торлары да өртеніп, ол жерде домалап жатыр. Сири оған отқа төзімділік дағдысын меңгергенін айтқанға дейін, Илу ұрысқа кіріп, оның шабуылы өрмекшіге көп зиян келтірмегенін біледі. Сондықтан ол сал ауруына шалдыққан тырнақтарын оған қарсы қолдануды шешеді. Өрмекшінің қан кетуіне әкеліп соқтырған көптеген кесулерге қарамастан, Илу оның денсаулығының жартысы әлі де толтырылғанын біледі. Оның үстіне өрмекші құбыжық ашуланып, Илу әлі сал болып тұрғанда қашуға бел буады. Ол тез бүйіріне қарай аунай бастайды. Бірақ өрмекші құбыжық сал ауруынан тез айығып, оны қуып жетеді. Илу шошып кетеді. Бірақ содан кейін ол өзінің жаңа шеберлігін пайдаланып, ұша алатынын есіне алады. Ол бірден мүмкіндігінше жоғары секіріп, ұшып кетуге тырысады. Бірақ тіпті бір қанатты тауықтың өзі де жақсырақ болады. Ол жерге тез оралады, өйткені ол әлі де өз дағдыларын дұрыс пайдалана алмайды. Және ақырында қайтадан домалауға сүйенуге мәжбүр болады. Алайда 10 минуттан кейінде өрмекші бас тартпайды, және Илу бұл қарғыс атқан құбыжықтың қаншалықты төзімді екеніне таңғалады. Бақытымызға орай, сол кезде оның домалау шеберлігі артты. Енді ол әлдеқайда жылдам айнала алады. Ол сондай-ақ қорқақ болып қашып кеткені үшін тауық жүгіруші атағын алды, бірақ Илу өз өмірін мақтаныштан да жоғары бағалайды. Көп ұзамай ол өрмекші екеуінің арасындағы қашықтықты еңсере алады, бірақ содан кейін оның алдында кең жартасты көреді. Ұлудың бірінші серпіні бүйірге қарай домалау болды, бірақ содан кейін ол өзінің ұшу шеберлігіне сенуді шешіп, бар жылдамдықпен алға секіреді. Бақытымызға орай, ол басқа жаққа сырғып кете алады, және ол жеткілікті күшті болғаннан кейін өрмекшінің өмірін аяқтау үшін қайтып ораламын деп ант етеді. Ол қазір қатты шаршады, және ұшар алдында өрмекшіге соңғы рет қарауды шешті. Алайда өрмекші еш жерде көрінбейді. Кенет Илу өрмекшінің торынан жасалған көпірді көреді. Келесі сәтте өрмекші жер бетіне секіреді де, Илу дүрбелеңге түседі. Өйткені ол мұны күтпеген еді. Ол қайтадан бүйіріне қарай домалай бастайды, және оның домалау қабілеті тағы бір рет артады. Оның жолында бейшара сұр қасқыр пайда болады. Ал Илу жай ғана оған қарай ұмтылып, оны ұшып жібереді. Және осылайша оны жеңудің қосымша тәжірибесін алады. Ол бірден 3 деңгейге көтеріліп, ормандағы надан құбыжықтарға соққы беруді жалғастырып, аз уақытта 8 деңгейге жетеді. Илу ақыры өрмекшімен күресуге күші жетеді деп ойлайды. Сондықтан ол қашуды қойып, онымен бетпе-бет келеді. Өрмекші кенеттен денесінен улы газ ағынын шығарады. Ал Илу соқтығыспау үшін ағашқа секіреді. Төзімді болса да, тамағы қатты ауырады, және удың кетуін күтуді шешеді. Бұл арада өрмекші де удың әрекет етуін күтіп отыр. Ал Илу бұл идеяны ойлап табады. Ол кітаптағы ең көне трюкті қолдануды ұйғарып,
оны әлсіретіп жібергендей әрекет ете бастайды. Ол жерге құлап, толығымен тынышталғанға дейін судан тартылған балық сияқты айнала бастайды. Өрмекші жемді жұтып, оған секіреді, және ол жеткілікті жақындаған бойда Илу оған толық күшпен отты тыныс береді. Содан кейін оны құйрығымен жерге лақтырады. Өрмекші құбыжық жеңіліп, Илу бірден 14 деңгейге жетеді. Оның отпен тыныс алу шеберлігі жоғарылайды. Сонымен қатар ол айдаһардың құйрығы деп аталатын жаңа дағдыға ие болады. Илу мұны жақсы даму деп санайды. Бірақ оның адам болу дағдысына ие болмағанын білгісі келеді. Өкінішке орай, ол басқа ештеңе алмайды, және оның көңілі одан сайын күшейе түседі. Күннің соңында Илу қасқырды аулап, оны тамақ ішіп, демалу үшін өзімен бірге алып кетеді. Жолда ол үңгірді тауып алады да, оның ішінде басқа құбыжықтардың жоқтығына көз жеткізіп, оны өзінің базасына айналдыруды шешеді. Ол сол жерде қасқырдың етін қуырады. Содан кейін қара бұрыш иісі бар жидектердің шырынын қосуды шешеді. Илу жидек шырыны еттің дәмін шынымен жақсартады деп сенеді, және бұл үшін ол тіпті мистер аспаз атағын алды. Илу бұл атақтың әдемі естілетінін сезеді, және ол өзінің аспаздық шеберлігін арттырып, дәмді тағамымен адамдарды жеңе аламын ба деп ойлай бастайды. Дегенмен, оның өткір, улы тырнақтарына бір ғана көзқарас оны басқаша ойлауға мәжбүр етеді. Ол кішкентай айдаһар кезінде өзін кем дегенде сүйкімді сезінгендей сезінеді. Тіпті сол кезде де адамдар оны жек көріп қорқатын. Енді ол сөзбе-сөз қауіп төндіретін сияқты болып көрінгендіктен, олардың оған жақындауға да мүмкіндігі жоқ. Ол қазір тіпті мердің де оны танымайтынын сезеді, және ол ашкөздікке бой алдырып, адам болуға тырысқаны үшін осылай алады деп ойлайды. Ол аспанға айқайлап, Құдайдан ең болмағанда оба айдаһары ретінде дами берсе де, оған адам болу дағдысын беруін сұрайды. Ауылға оралғанда, мер ескі маскүнемнен достың әлі тірі екенін біледі. Ол шыдамсыздықпен одан барлығы егжей-тегжейлерін айтып беруін сұрайды. Ал қарт оған балық аулап жүргенін айтады. Ол достың орманда шаршап шалдығып жүргенін көргенде, ол ештеңені байқамады да, орманға жоғалып кетпес бұрын мұрнының астына бірдеңе деп күбірлей берді. Басқа ауыл тұрғындары қарт адам жай ғана асқынып кетті деп ойлайды және Дезді елестетеді. Бірақ мер үмітін ақтап, бұл туралы айту үшін бірден Мариге барады. Ол Дезді іздеу үшін орманға барғысы келеді. Бірақ Мари өзіне немесе басқа ауыл тұрғындарына қауіп төндіруден бас тартады. Ол сондай-ақ мерді бұл идеядан бас тартуға мәжбүрлейді. Бұл туралы авантюристер гильдиясымен сөйлесуді ұсынады. Бірақ ол мер Доул шынымен тірі болса, оны қаншалықты құтқарғысы келетінін біледі. Келесі күні орманда Илу сергек оянып, деңгейін тезірек көтеру үшін басқа құбыжықтарды аулауға бел буады. Кенет ол алдынан қозғалатын шалшықты көріп, оның күшті көрінбейтін құбыжық екенін түсінеді. Ол фармация тәжірибесін алу үшін оны аулауға бел буады. Бірақ оның статистикасын қарап шығуға тырысқанда, оның көздері жанып кетеді. Ал Сири оған бұл ақпаратқа әлі қол жеткізе алмайтынын айтады. Илу ауырып айқайлай бастайды, және оған бір қарап тұрып, оны қатты ренжітетін бұл оғашаңның не екенін білгісі келеді. Кенеттен оның мәртебені көру қабілеті жоғарылайды, және ол бір сәтке бұлжырлы құбыжықтың күлкілі жоғары статистикаға ие екенін көріп, шошып жерге құлап түседі. Илу мұндай ақылсыз сипаттамалары бар бұл жаратылыстың не екенін білгісі келеді. Кенеттен бұлжырлы құбыжық оны байқап, оның бағытына қарай шатырды атып тастайды. Илу дер кезінде қашып үлгереді, және орманға жеткенде, ол шынымен де қорқынышты шламның мұндай жоғары сипаттамаларға ие болмағанын түсінеді, және ол бұрын болған оқиғаны дұрыс түсінбеді. Алайда, бұл оған тым қорқынышты болып көрінеді. Сондықтан ол оны әзірге жалғыз қалдыруды шешеді. Бүгін ол кенеттен бұталардың арасына тығылған қазанды байқаған кезде нысаналарын басқа бағытта іздеуді ұйғарады. Илу жемісті сақтап қалу жақсы идея деп ойлайды. Бірақ оған қол тигізген бойда қазан оны ауаға лақтырып жібереді. Өйткені бұл зат емес, ойыншық Патардус есімді құбыжық. Илу оның статистикасында ерекше ештеңе жоқ екенін көреді. Сондықтан ол Патартиске отпен шабуыл жасайды, бірақ бұл айтарлықтай зиян келтірмейді. Бұл ұлуды барын салуға итермелейді, және ол құбыжықты шабуылдармен бомбалайды. Алайда, шөп құбыжығы абайсыздықтың шыңына жетті, және Илу оған шабуыл жасаған кезде де демалу арқылы денсаулығын қалпына келтіреді. Ол не істесе де, құбыжықтың қатты қабығы оны кез келген зақымданудан қорғайды. Сондықтан Илу шығармашылық режимге ауысуды шешеді. Ол құбыжықты өзенге лақтырып жібереді. Бұл құбыжық суға батып өлгенде іске қосылады. Илу одан тәжірибе жинап, өз деңгейін жоғарылатады. Бірақ осылайша ол орташа патша деген жаңа атаққа ие болады, және оның зұлым атағы да көтеріледі. Ол кенеттен арамшөп құбыжықтардың үйіндісімен қоршалған кезде, ол зұлым адамның жолын одан әрі жалғастыруға ыңғайсыз сезінеді. Илу олардың бірінші құбыжық оларды шақыру үшін айқайлау шеберлігін пайдаланған кезде пайда болғанын, және олардың барлығы қатты ашуланғанын түсінеді. Олар бір-біріне жабысып қалады. Ал Илу оларды қандай да бір қорқынышты құбыжыққа айналғалы жатыр деп ойлайды. Бірақ оның орнына олар өте тұрақсыз болып көрінетін биік мұнараға айналады. Илу көтеріліп, ең биік құбыжықты таңдайды. Содан кейін оны мұнараға түсіріп, барлық құбыжықтарды бір соққымен жеңеді. Ол метеорит деп аталатын жаңа дағдыны меңгереді. Ол оған 600 тәжірибе ұпайын береді.
Бұл оған бірден 30 деңгейге көтерілуге мүмкіндік береді. Нәтижесінде оның шеберлігі де артып келеді, және ол бұған қуанады. Бірақ өкінішке орай, ол құбыжықтарды жеңгеннен кейін снарядтар сынып қалады, және оның бірде-бір пайдалы қазаны жоқ. Ол еттің орнына құбыжықтарды пайдалануды шешеді. Бірақ содан кейін диетасына көбірек көкөністер қажет деп ойлай бастайды. Алға қарай жүріп, аспанның күлгін түске боялғанын көреді. Ал жақын жерде біртүрлі қадамдар естіледі. Илу қызық болып, оны өз ісімен айналысып, серуендеуге шыққан аюға апаратын қадамдар бағытымен жүреді. Илу Сириден оның сипаттамалары туралы сұрайды, және ол оның статистикасын көру үшін тым алыс екенін айтады. Бірақ ол оның түрі туралы мәліметтерді көре алады. Аю балшық аю деп аталатын дәрежелі плюс құбыжық. Ол балшықтан жасалған және қалпына келтіру жылдамдығы жоғары. Илу құбыжықтың өзімен бірдей дәрежеде екенін түсінеді, және оны әділ шайқаста жеңе аламын ба деп ойлайды. Дегенмен, оның балшық аюмен күрескісі келетінінің басты себебі: егер ол шынымен балшықтан жасалған болса, оны кастрөлдер мен басқа да заттарды жасау үшін пайдалана алады. Илу өзінің улы лаптарынан бұл алтын мүмкіндікті жіберіп ала алмайды, және ол құбыжығы аюдың артынан қуады. Мен оны мүлде байқамаймын деп ойлаймын. Ол жасырын шабуыл жасауға бел буып, балшық аюға артынан шабуыл жасайды. Бірақ ол соңғы сәтте бұрылып, оны ұстай алмайтынын, кеудесінен өлімге әкелетін тікенектер шығып жатқанын көрсетеді. Ил бұл тікенектердің соққысынан әрең құтылып, құбыжық осылай аталуға лайық емес, бұл өлімге әкелетін тікенектері бар аю деп артқа секіреді. Аю Иланы ұруға бел буады, бірақ ол жалтарып, оған сырғанау соққысын береді. Ол денсаулық көрсеткішінің жақсы бөлігін түсіре алады, бірақ аю денсаулық көрсеткішін толығымен қалпына келтіру үшін дереу емдеу дағдысын қолданады. Илу аюды бір оқпен өлтіре алмайтынын түсінеді, және ол өзін-өзі емдеу үшін ол істен шыққанға дейін тек ұрып, соғу және қашу тактикасына сене алады. Ол балшық аюдың өлімге әкелетін тікенектерінен жалтарып, оған зиян келтіруді жалғастыруда, және оның емдік факторы таусылды деп ойлағанда, ол баяулайды. Илу соңғы соққыға жақындайды. Кенеттен саз аюы айналасында құмды дауыл тудырады. Ал дауыл аяқталғанда, оның арқасынан тікенектер пайда болады. Илу саз аюды хакер деп атайды, өйткені қазір оның лақтыру шабуылын қолдануға мүмкіндігі жоқ. Бақытымызға орай, балшық аю тым ұзақ төбелесіп, ауыр дағдыларды пайдаланғаннан кейін маназының көп бөлігін жоғалтты, ал Илу оны аздап тоздыруды шешті. Кенет аю қолын жұлып алып, оны ұлуға лақтырып жіберді. Ол жалтарып, қолдың қалыпты жағдайға айналғанын көрді. Саз негізгі денеден бөлінгеннен кейін, балшық аю оны балшыққа айналатын тікенектермен атуды жалғастырады. Ал Илу кенеттен бір ойға келеді. Ол өзін аюға лақтырып, тырнақтарымен қолын жұлып алады. Ол әдеттегідей сазға айналады, ал Илу оны тез арада допқа айналдырады. Содан кейін жоғары көтеріледі. Егер ол сазды аюды метеорит шеберлігімен ұрса, бұл жеткіліксіз болады деп ойлайды. Сондықтан ол импровизация жасауды шешеді, және метеорит шеберлігін пайдалану үшін бүкіл дене салмағын пайдаланады. Бұл шабуыл балшық аюдың денесін тесіп үлгереді. Ал Илу 300 тәжірибе ұпайын жинап, оны 33 деңгейге көтереді. Ол сондай ақ шелкунчик дағдысын меңгереді, өйткені ол жаңа ғана солай істеді. Ол қазір қатты шаршады, бірақ ең болмағанда кастрөлдер мен құмыраларды жасау үшін қолданатын саз балшықтары бар. Ол сондай ақ пеш жасап, содан кейін кастрөлдерді сол жерге қояды. Осы уақытта ол кешкі асқа бірдеңе дайындауды шешеді. Ол көкөністер мен саңырауқұлақтарды алуды шешеді, және қоректік және дәмді, бірақ аздап сал ауруына шалдықтыратын ұят бар найзағай саңырауқұлағын табады. Илу әлі сал ауруына төзімді емес, сондықтан оны лақтырып тастайды. Содан кейін оған қосымша мәліметтер бергені үшін жақсартылған Сириге алғыс айтады. Осыдан кейін ол алып гүлді кездестіреді, бірақ оны бағалағалы жатқанда гүл оған шабуыл жасайды. Илу үрейленеді, бірақ содан кейін гүлді сабағынан жұлып алып, оны өлтіреді. Сири оған бұл жыртқыш өсімдік екенін, ол жануарлармен қоректенетінін, бірақ тұзды сіңіре алмайтынын және оны тамырға салатынын айтады. Бұл Илу тамақтануды жақсарту үшін таба алатын ең құнды нәрсе, және ол үйге бір пияз тұзын алып кетеді. Екінші жағынан, Мур Маридің айтқанын орындамай, дасты табу үшін ауылды қорғайтын тосқауылдың сыртына шығады. Ол кез келген тәуекелге баруға дайын, тек оны тауып алып, аман есен қайтару үшін, бірақ ол ескі маскүнемге сенуге болатынына күмәнданады. Ол достың оны өз партиясына қосылу үшін бопсалағанын есіне алады, және егер ол оны жай ғана тоқтатса, ол да ескі маскүнемде өледі. Жігіт қазір тірі болар еді деп ойлайды. Кенеттен оған құрт тәрізді құбыжық шабуыл жасайды. Ал Мур оны жеңу үшін бірден отты шарды пайдаланады, және не болып жатқанына қарамастан сабырлы болуды еске салады. Осы уақытта Илу ересек болғаннан кейін серуендеп, адамдарға шабуыл жасай алатын үлкен саңырауқұлақ құбыжығын тауып алады, және оның дәмі өте жақсы. Ол оны ингредиенттер тізіміне қосады. Содан кейін тағы бір оғаш саңырауқұлақты тауып алады. Ал Сири оған бұл ағыласындағы саңырауқұлақ екенін айтады. Ол шынымен де құнды және дұрыс өсірілсе, бүкіл елдің экономикасын көтере алады. Мұны естіген Илу ақша туралы армандай бастайды. Бірақ Сири оған саңырауқұлақтың кез келген адам тәуелді болуы мүмкін күшті дәрі екенін айтқан кезде, ол бірден ойын өзгертеді. Ол саңырауқұлақтарды өртеп жібереді. Сондықтан ешкім тәуелді болып қалмайды.
және оның кішкентай батыр атағы көтеріледі. Содан кейін ол жабайы табиғатта бұрыш жидектерін тауып алады. Ал Сири оған бұл бір кездері әлемдегі ең танымал дәмдеуіш болғанын және оның бар екенін айтады. Алтынның салмағымен бағаланады. Илу бірден барлық бұрыштарды жинайды. Сонымен бірге мер құбыжықтардан қандай да бір жолмен жасырыну үшін орманның тереңіне барады. Ол өзінің қауіпті аймаққа тым алысқа кеткенін түсінеді және егер ол әрі қарай жүрсе, ол қолынан келмейтін нәрсеге тап болуы мүмкін. Сондықтан сыртқа қарағаннан кейін ол үйіне қайтуға бел буады. Біз тағы да ауылдың сыртына шығамыз. Сол түні Илу үңгірін жарықтандыру үшін жеңіл саңырауқұлақты пайдаланады. Содан кейін пісіруге дайындаған кастрөлдерін тексереді. Олар өте жақсы пісірілген және ол оларды бүгін жинаған ингредиенттермен бұқтырылған бұқтыру үшін пайдаланады. Тұз бен саңырауқұлақтың арқасында тағам одан да дәмді болады. Ал Илу тамақ сыншысы сияқты пікір айта бастайды. Бірақ шын мәнінде тамақ дайындауда мағынасы жоқ. Ол тұздың тағамға умами дәмін қалай беретіні туралы әңгімелейді. Содан кейін ол айдаһар тырнақтары емес, адам қолдары болса да, тағамды тұтынудың ең қиын тәсілі болып табылатын таяқшаларды жасайды. Ыдысқа қосылған тұздың арқасында ұлудың аспаз атағы бірінші деңгейден екінші деңгейге көтеріледі. Ол кенеттен өзі пайдаланып жатқан тостағанды ішу қиынға соғатынын және бұқтырылған тағамның бір бөлігі де төгіліп жатқанын байқайды. Ол сонымен қатар қыш жасау шеберлігін шыңдауды ұйғарды және келесі күні басқа ас құралдарымен бірге жаңа тостаған жасауды жоспарлап отыр. Ол тіпті үңгірдің жалаңаш қабырғаларын саз кірпішпен жабуды армандай бастайды. Ал Сири оған керамика шебері атағын да алғанын айтады. Қазір келесі күні арба орманның жанындағы ауылға қарай бет алады. Одан екі сүйкімді авантюрист орманға бару үшін шығады. Олар шынымен орманда аман қалған адамды таба аламыз ба деп ойлайды. Бірақ гильдия оларға тапсырма берді. Сондықтан олар оны орындауы керек. Орманға оралған соң Илу үңгірін балшықтан жасалған жиһазбен жабдықтай бастады. Ол қасқырларды аулап, оларды өңдеу үшін үңгірге қайтарады. Оның үңгірінің бір жағы қасқырлардан алып тастаған жүнге толы. Ал Илу оны кейінірек кептіруді шешеді. Өйткені алдымен етті дәмдеу керек және оны суық мезгілге дейін кептіруге қалдыру керек. Ол өзінің жетістіктеріне өте риза және өзін осы жаңа әлемге үйрене бастадым деп ойлайды. Бірақ сыртқа шығып, емделген ет сатып алғанда, оны жеп жатқан маймылдарды көреді. Илу ашуланып, маймылдарды қуып жібереді. Бірақ бұл оған бұл мәселенің тұрақты шешімін табу керек екенін түсінуге мәжбүр етеді. Әйтпесе ол барлық ет қорын жоғалтады. Оның ойы пайда болды және ол ұлы Уолтер Уайт сияқты жоғары сапалы уды дайындап, оған емделген етті батырып, маймылдарды өлтіруді шешті. Ол орманның түкпір-түкпірінен қауіпті ингредиенттерді жинаумен айналысып жатқанда, Илу кенеттен ұлы саңырауқұлақтар мен өсімдіктерді Сири көмегінсіз қарап, ақ ажырата алатынын түсінді. Бұл адамдардың алғашқы мысалы. Мен жасанды интеллектпен жұмыс істеймін. Осыдан кейін ол гүл алқабына сүрініп, үңгірін безендіру үшін бірнеше гүл алуды ұйғарады. Өйткені әр адамның өмірінде кем дегенде бір әдемі нәрсе болуы керек. Алайда, ол шын мәнінде әдемі үңгір туралы армандаған кезде, оның алдында әдемі кішкентай құбыжық пайда болды. Илу күтпеген жерден ұсталды. Ол мұны көру үшін қайтып келіп, Сириден бұл туралы сұрады. Ол сүйкімді маңғудың есімі Улы Ханшайым екенін және оның барлық дағдыларының умен байланысты екенін білді. Илу одан аздап қорқады. Бірақ құбыжықта қорқып, қашып бара жатқан сияқты. Кенеттен саздың бір бөлігі жақын жерге құлап, ұлудың назарын аударып, осы мүмкіндікті пайдаланып, Улы Ханшайым оны тістеп алады. Содан кейін қашып кетеді. Илу оның стратегиясын күшіне енгенше түсіне алмайды. Ол өзін өте әлсіз сезінеді және тістеген жерінде иығын қозғай алмайды. Ал Сири оған ұят қарсы тұру қабілетінің жоғарылағанын хабарлайды. Илу Улы Ханшайымның бұрын соңды кездескеннен әлдеқайда күшті екенін түсінеді және кішкентай құбыжық қорқытып күлгенде есінен танып қалады. Илу өзіне белгілі бір удың тигенін біледі, бірақ Сириден оның кәдімгі уланудан айырмашылығы неде екенін сұрағанда, ол бұрынғысын алады. Дәл қазір ол мұндай жоғары деңгейдегі ақпаратты ала алмайтынына жауап беріңіз. Ол орнынан тұрып, сол жерден кетуге тырысады. Бірақ иығын көтерген бойда улану оның денесіне одан да тез таралады. Илу тағы бір әлсіздік сезімін сезініп, уақыт өте келе жағдайының нашарлап бара жатқанын түсінеді. Ол жақын жерде уды емдейтін өсімдіктер бар ма деп ойлайды. Бірақ мұндай нәрсені көргені есінде жоқ. Кенеттен оның ойы пайда болып, оны уландырған құбыжық туралы көбірек білуге бел буады. Өйткені бұл оған не істеу керектігі туралы бірнеше түсінік береді. Сири оған Улы Ханшайымның құрбанын улап, содан кейін оның азапты өліммен өлуін күтіп, қашып кететін айлакер құбыжық екенін айтады. Содан кейін құбыжық өлген тіршілік иесін тойлауға оралады. Ал Илу бұл тіршілік иесін өзінен де жаман деп санайды. Сири оған құбыжықтың оның көзі ол тұтынатын улы өсімдіктер мен жәндіктер екенін айтады. Бірақ оның дене сұйықтықтары антидот ретінде әрекет етеді. Сондықтан ол өлмейді. Бұл оның өзі. Құбыжық шынымен де ақылды және оны ұстаған сайын ол өз өмірін саудалау үшін антидотты пайдаланады. Илу антидот алу үшін Улы Ханшайымды ұстау керек екенін түсінеді. Бірақ оның мұны істеудің сенімді жолы жоқ. Ол тәуекелге бел буып, қашып кетеді.
Өйткені ол әлі де аздап қозғала алады. Ол ұлы ханшайымның құрбанының қашып кетуіне жол бермейтініне және оны қуа беретініне сенімді. Қашып бара жатқанда ол өзінің сезімін шыңдайды және көп ұзамай оның артынан ағаштан ағашқа секіріп бара жатқан ұлы кесірткені байқайды. Илу оны байқаған бойда оның артынан қуу үшін домалай бастайды. Бірақ оны таңғалдырғаны құбыжық ораманы да пайдалана алады. Ол ұлудан қашықтықты сақтайды. Ол олардың тікелей жартасқа қарай бет алғанын және сол жерде құбыжықты бұрышқа түсіре алатынын түсінеді. Кенет ол бірдеңеге тап болып, кенет тоқтап қалады. Илу ұлы ханшайымның оны домалап бара жатқанда да балшықтан оқ атқанын түсінеді және бұл оған ұстамды әсер қалдырады. Алайда ол бірден қууды қайта бастайды және саз сынықтары тиген кезде де алға қарай жүре береді. Нәтижесінде оның домалау шеберлігі артады. Бұл оған ұлы кесірткені қуып жетуге мүмкіндік береді және ол енді оны ұстап алу керек деп ойлап, оны ауаға лақтырады. Өкінішке орай, ол мұны жасамас бұрын айналасындағыларды байқамады және оның шабуылы ұлы ханшайымды жартастан лақтырып жіберді. Илу өзінің антидотын жоғалтып алуы мүмкін екенін түсініп, үрейленіп, ұлы ханшайымның артынан сүңгіп кетеді. Бірақ дәл осы сәтте улану оған одан да ауыр әсер ете бастайды. Бүкіл денесінде жанып тұрған ауырсынуға қарамастан, Илу шошып кеткен құбыжықты ұстап алады. Содан кейін оның отты тынысын пайдаланып, жер бетіне қайта көтеріледі. Алайда, ол жерге құлаған бойда удың әсері соңғы сатысына жетеді және ол кез келген минутта өлетін сияқты. Өлімнен шашы тік тұрса да, Илу ұлы кесірткені құтқарып алғанына қуанады. Содан кейін есінен танып, ұлы ханшайымды өзіне қажет нәрсені, оның жұмысын істеуге қалдырады. Екінші жағынан, Мер әлі күнге дейін орманда Джектауды іздейді, бірақ ол ешқандай түсінік таба алмайды. Кешке ол ауылға құр оралғанда, Мериді сол жерден тауып алып, оның қайда болғанын сұрайды. Өйткені ол оны күні бойы таба алмады. Мер өзін жақсы сезінбеді деп өтірік айтады. Сондықтан ол серуендеуге шықты. Енді ол өзін әлдеқайда жақсы сезінеді. Мери өзеннен өтіп, одан Даз мен Мерлені іздеу үшін орманға қайта барғың келе ме деп сұрайды. Ол оған ешқашан орманға кірмегенін айтады. Мери оның өтірігіне сенуді шешеді. Содан кейін оған көп уайымдамау керектігін айтады. Өйткені оның Даз мен Мерлені іздеуге жіберілген авантюристердің гильдия жақын арада оларға жететіні туралы жаңалықтары бар. Орманға оралғанда Илу кенеттен есін жиып, не болып жатқанын білгісі келеді. Оның уланғанын және өлімді күтіп тұрғанын түсіну үшін оған бірнеше секунд қажет. Бірақ содан кейін ол алдынан ұлы ханшайымды табады. Ол оның өлімін ұятсыз күтіп тұр деп ойлап, ашуланады. Бірақ оны ұруға тырысқанда, оның денесі енді ауыр емес және ауырмайтынын біледі. Ол ұлы кесіртке оны антидот беру арқылы құтқарды ма деп ойлайды және ол мұны мақтанышпен растайды. Енді ұлудың оған күмәндануына ешқандай себеп жоқ және ол кішкентай тіршілік иесін қуана қолдарына алып, олар бір-бірімен соғысып, содан кейін бір-бірінің өмірін сақтап қалу арқылы мызғымас байланыс орнатқанын айтады. Кесіртке оны ойнақы құшақтайды, ал Илу оны дос ретінде қабылдауға шешім қабылдайды. Ол оны үңгіріне апарып, екеуіне де тамақ әзірлейді. Ал ұлы ханшайым дәмделген пісірілген етті қуана жейді. Илу оны қалай атайтынын білгісі келеді. Өйткені оның әлі аты жоқ. Бірақ содан кейін ол олар сияқты құбыжықтарға бұл есімнің қажеті жоқ деп шешеді. Және олар қазірдің өзінде дайын. Бұл өте әдемі. Кесіртке оны құшақтап алды. Ал Илу оған байланып қалғанын түсінді. Ол оған онымен қалағанша бірге бола алатынын айтады. Өйткені ол оның бірінші досы және ол мұны естігеніне өте қуанышты. Осыдан кейін кесіртке Лейс жағымсыз иіс шығаратын кастрөлді көреді. Ал Илу оған бұл оның пісіретін ерекше екенін айтады. Мұны естіген бойда Лейс қазанға секіріп, уды жұта бастайды. Илу ол үшін уайымдайды. Бірақ содан кейін ол улы заттарды тұтыну арқылы оның әсерін күшейте алатынын есіне алады. Ол оның дәмі жақсы ма деп ойлайды және судан алынған балық сияқты дірілдеп, улануға төзімділік қабілетін арттыратын удың дәмін татады. Ол Лейстің бұл нәрсені қалай жеуге болатынын білгісі келеді. Бірақ ол жай ғана оған түсініксіз көзқараспен қарайды. Келесі күні Илу Лейсті өзімен бірге сұр қасқырларды аулауға алып кетеді. Ол қасқырларды құсты лақтырып жатқанда мазақ етеді. Ал олар оған қарай жүгіргенде Лейс оларды саз балшықтарымен құлатады. Илу жұмысты аяқтап, қасқырларды өлтіреді. Содан кейін олардың тамаша командалық жұмысы үшін 5 Лейс береді. Кейінірек Лейс оған өздеріне ұнайтын кокос жаңғағын жинауға көмектеседі және олар үңгірге оралмас бұрын күннің батуын бірге тамашалайды. Олар ұйықтап жатқанда Илу Лейстің бетіне тым жақын жатқанын көреді және бұл оның қазір тәтті және мейірімді болғанына қарамастан, ол ешқашан мұндай жағдайға тап болмаған ең қауіпті жау екенін еске салады. Ол одан жартылай ұйықтап жатқанда оны тістемеуін сұрайды және олар енді ұзақ уақыт бірге болатынын сезеді. Келесі күні Илу Лейсті өзімен бірге бұрыш жидектері өсетін жерге апарып дәмін татады. Оның реакциясы оған дәмдеуіштерді ұнатпайтынын айтады. Бірақ кенеттен ол оның басынан секіріп, оны жақсырақ деп санайтын нәрсеге жетелейді. Илу оның жаңа улы құрбысының улы заттарды жақсы көретінін ұмытып, оның соңынан ереді. Лейс оны шіріген мәйіттердің иісін шығаратын алып саңырауқұлаққа апарады. Ал Илу одан 10 фут қашықтықта тұрады. Ол Сириден бұл саңырауқұлақ туралы сұрайды және оның өте улы ара саңырауқұлағы екенін біледі. Илу Лейстің оны неліктен жегісі келетінін түсінеді.
Бірақ ол оның бұл жағымсыз иісті үңгіріне өзімен бірге алып келгенін қаламайды. Сондықтан ол саңырауқұлақты толығымен өртеп жібереді. Лейс тағамның Мишелин жұлдызды нұсқасының күйіп кеткенін көріп, қатты күйзелді және ол саңырауқұлақты оның кешкі асын бұзғаны үшін Эланы ұра бастады. Ол кейінірек басқа улы өсімдікпен түзетуге уәде береді. Бірақ ол кенеттен оған саз балшықпен ұрады. Илу оған қатты ашуланды ма деп сұрайды. Бірақ Лейс оны артындағы бұталарға атып тастайды. Кенеттен сол жерден қорқынышты екі басты құбыжық шығады. Илу бүкіл денесінде тайпалық татуировкасы бар екі жүзді иттің алдында қобалжып, шошып кетеді. Және ол бүкіл денесінде тайпалық татуировкасы бар екі жүзді иттің құбыжықтың өте жоғары статистикаға, сондай-ақ кейбір қатты дыбыс дағдыларына екенін біледі. Ол қашып кеткісі келеді. Бірақ екі жүзді құбыжық күшіктің өз нысанасын белгілеп, оның соңынан еруге қабілетті екенін көргенде, ол қалып күресуге бел буады. Лейси де дәл осылай ойлайды және Илу құбыжықтың назарын аударып тұрғанда, ол бүйіріне қарай домалап кетеді. Ол құбыжықтың назарын аудару үшін оның алдынан шабуыл жасауды жоспарлап отыр. Ал Лейси өзінің уымен соңғы соққысын жасайды. Ол иттің бір басын ұру үшін алға қарай жүгіреді. Бірақ екінші басы қорғаныста алға шығып, оны артқа итеріп жібереді. Содан кейін жылап тұрған ит балшыққа тартылы сиқырын қолданып, оның салмағының жоғарылауымен жерде жорғалап жүруіне себепші болады. Ол бұл жағдайда тіпті қозғала алмайтынын түсінеді және екі басты құбыжық оған жақындағанда ең жаманынан қорқады. Бірақ бақытымызға орай, Лейс оған саз сынықтарын атып, оның назарын аударады. Илу бұл мүмкіндікті құбыжыққа отпен тыныс алуды қолдану үшін тез пайдаланады. Бірақ ол барлық жарақаттарды емдік сиқырмен емдейді. Илу бұл мәселені шешкісі келеді. Бірақ қазір ол жылап тұрған бастың сиқырлы шабуылдар жасайтынын, ал ашуланған бастың физикалық шабуылдар жасайтынын түсінді. Кенеттен құбыжық гравитациялық сиқырмен тағы бір шабуыл дайындап жатыр. Ал Илу оны тоқтату үшін алға ұмтылады. Ол ашуланған басының өзін тістеп алуына жол береді. Бұл Лейсидің суға түсіп, он жылап жатқан итке қолдануының белгісі. Ол Илумен бірге шегініп, қалпына келтіру сиқырын қолданғанына қарамастан, құбыжықтың денсаулығының нашарлап бара жатқанын көреді және Илу олардың жеңгеніне сенімді. Содан кейін кенеттен ашуланған иттің беті удың таралуын тоқтату үшін жылап тұрған басын тістеп алады. Ал Илу ешқашан екі басты құбыжық болмауға ант береді. Ол ең болмағанда, олар енді сиқырлы шабуылдарға тап болмайды деп ойлайды. Бірақ жауының статистикасын қарап отырып, ол ешқашан екі басты құбыжық болмайтынын түсінеді. Оның соңғы трубасы бар екенін біледі. Бұл кесілген бастың алға секіріп, Лейске шабуыл жасауына мүмкіндік беретін құрбандық шеберлігін оятты. Ол қандайда бір жолмен шабуылдан жалтарып үлгерді. Ал Илу оған мүмкіндігінше тезірек қашып кетуді бұйырды. Лейс әлі де оның артынан қуып келе жатқан иттің басымен бірге домалай бастайды. Бірақ Илу оған көмекке келе алмайды. Өйткені құбыжықтың негізгі бөлігі әлі де оның жолында тұр. Ол уақытты босқа өткізбейді және құбыжықтың миын басынан ұрып, соғу үшін алға ұмтылады. Содан кейін оны мойнынан ұстап, ауаға жоғары лақтырады. Илу құбыжықтың басынан ұстап, оны жаңғақпен ұру үшін жоғары секіреді. Бұл оның өмірін аяусыз аяқтайды. Ол қазір Лейс үшін алаңдайды және оның жағдайы жақсы деп үміттенеді. Өйткені ол әлемдегі жалғыз досынан айырылғысы келмейді. Ол бірден оны іздей бастайды және көп ұзамай оны қатты толқытатын қан бассейнін табады. Ол Лейсиге қоңырау шалып, оның жақын жерде екенін сұрай бастайды. Ал оның қатты айқайына жауап ретінде ол ауыр жараланған және әлсіз бұталардан шығып кетеді. Илу оны осы күйде көргенде жүрегі қатып қалады және дәл осы сәтте ит құбыжығының кесілген басы оны аяқтау үшін оған қарай жүгіреді жұмыс. Бұл жолы Илу оны қорғау үшін қасында және ол құбыжықтың басын қатты ұрып, оны ұсақ үгінділерге айналдырмас бұрын тепкілейді. Лейстен кек алуды аяқтағаннан кейін ол оған қайта оралып, оны ақырын құшағына алады. Ол алған жарақаттарына қарамастан, оның әлі тірі екеніне қуанышты және егер ол оны жоғалтып алса, бәрін жоғалтып аламын деп жылай бастайды. Лейс оны жұбату үшін көз жасын әлсіз жалайды. Кенеттен Сири Илге құбыжықты жеңіп, оның деңгейін көтергені үшін тәжірибе жинағанын айтады. Илу оның ақымақ, жансыз даусын естігісі келмейді және ол үшін дәл қазір Лейстен қымбат ештеңе жоқ екенін айтып, үндемеуін айтады. Егер ол оның қасында болса, оған адам болу дағдысының да қажеті жоқ. Дәл осы сәтте Сири оны ең үлкен ирониямен ұруға шешім қабылдады. Ол Илге оның ақырында адам болу дағдысына ие болғанын және оны естігенде оның ақыл ойы толығымен өшетінін айтады. Сонымен бірге ауылда Мур Мариге үй шаруасына көмектесіп жатыр. Өйткені гильдиядан авантюристер бүгін келуі керек. Мур авантюристерге қатты қызығады. Өйткені оларға сырттан қонақтар сирек келеді. Кенет ол үстел үстінде өте ескі көрінетін кітапты байқады. Ал Мари оған бұл құбыжықтардың энциклопедиясы екенін айтты. Мора бірден кітапты ашып, қара құрт деп аталатын F дәрежелі құбыжық туралы оқи бастайды. Мари оған құбыжықтардың дәрежесі ешкім оқи алмайтын көне қаріппен жазылғанын айтады. F дәрежелі құбыжықтар өте әлсіз. Тіпті егер оларда батылдық болса, шытырман оқиғаны іздеушілер де оларды жеңе алады. Бірақ D дәрежелі құбыжықтарға келетін болсақ, оларға тек тәжірибелі авантюристер ғана қарсы тұра алады. Илу жаңа ғана жеңген екі басты құбыжық, D дәрежелі плюс құбыжық, ал және одан жоғары дәрежелі құбыжықтардың күштілігі сонша, оларды тек батырлар мен әулиелер ғана жеңе алады. Оның тобы аң аулауға тырысқан тас айдаһар, сіз дәрежелі
құбыжық деп айтылады. Бірақ Мари эволюциядан кейін ол одан да күшті болды деп санайды. Мұны естіген Маргет шошып кетті және дәл осы сәтте екі авантюрист тергеуді бастау үшін сол жерге келді. Бірнеше минут бұрын жүнді қыз Юно мен аққұба рыцарь Мельша Маридің үйіне қарай бет алды. Юно Мельшадан неліктен екеуімен бірге Си дәрежелі миссияға баруды шешкенін сұрады. Өйткені бұл қиын болуы мүмкін. Оның айтуынша, олар өз отрядының қалған мүшелерінің қосылуын күтуі керек еді. Бірақ Мельша олардың екеуі оңайырақ болады деп сенді. Өйткені егер жағдай қауіпті болса, ол қашып кетуі мүмкін. Юно өзінің жылдамдығына шынымен сенімді емес еді және Мельшаға егер ол жартылай ит болғандықтан өзін жылдам деп ойласа, нәсілшіл екенін айтты. Мельшаның оны жем ретінде пайдалану туралы айтып жатқанын түсіну үшін оған 1 секунд қажет болды. Бірақ ол оған тынышталуын айтты, өйткені бұл жай ғана әзіл болды. Олардың міндеті құбыжықтармен күресу емес, орманды іздеу, сондықтан бұл қиындық рейтингіне қарағанда оңайырақ. Қазіргіге оралсақ, олар Маридің үйінде және адамдар ауылында эльфті көргенде қатты таңғалды. Мари оларға өзінің жартылай эльф, жартылай адам екенін және ауылда ұзақ уақыт тұрғанын айтады. Мамыр қонақтарға шай әкеледі, ал Мари одан біраз уақыт жалғыз қалуын өтінеді. Өйткені ол миссияның егжей-тегжейлерін естігісі келмейді. Осыдан кейін Мельша олар іздеуі керек адам туралы сұрайды. Ал Мари оларға Дозаның ұрыс кезінде жоғалып кеткені және кейінірек оны ауылдағы маскүнем көргені туралы бүкіл оқиғаны айтып береді. Ол олардан қауесеттердің астарындағы шындықты анықтап, Мердің орманға қайтадан жалғыз баруына жол бермеуін сұрайды. Көп ұзамай Мельша мен Юно достың өлгеніне дәлел табу керек деп ойлап, орманға аттанады. Өйткені бұл оның үміті сияқты Мердің қайғы қасіретін тоқтатады. Мельшаның айтуынша, егер олар өлі денені таба алмаса, олар орманды мұқият тексере алады. Ал егер олар ештеңе таппаса, бұл Даздың өлгеніне жеткілікті дәлел болады. Сол жерде, орманда, Илу үңгірінде ол жараларын тезірек сауықтыру үшін лейсті дәрілік шөптермен жауып жатыр. Ол алған жарақаттары мен шамадан тыс жұмысының салдарынан ұйықтап жатыр. Сондықтан Илу оның жұмысын тексерген кезде оны сол жерде қалдыруды шешеді. Дегенмен, бұл оның адам болып қалыптасу шеберлігін сынап, Мерді қайта көру үшін адам ауылына барғысы келгенде өзі үшін ойлап тапқан сылтау ғана. Ол өзенге жеткенде қандайда бір жолмен өзінің толқуын жеңе алады және ол қажет емес деп ойласа да, адамды өзгерту дағдысын меңгерудің қаншалықты ирониялық екенін ойлайды. Алайда қазір ол адамдар арасында күдік туғызбай қалыпты өмір сүре аламын ба деп ойлайды. Ол да лейстен кеткісі келмейді және ол екі сөздің де жақсысын ала алатын бақытты орта бар ма деп ойлайды. Илу тым көп ойлану оны ешқайда апармайтынын түсінеді және ол адамның өзгеру дағдысын белсендіреді. Оның денесі адам кейпіне енгенше әртүрлі бағытта итеріліп тартылып жатқанын сезеді. Бірақ оның көңілін қалдырғаны, ол әлі де қорқынышты құбыжыққа ұқсайды. Ол ашуланып, Сириден мұны адамның сұмдық өзгерісі деп атаймы деп сұрайды. Және әдеттегідей, ол шындық төлем қабырғасының артында жасырылған деген жауап алады. Илу бұл туралы ашуланып, оның статистикасын тексереді. Бұл оны одан сайын ренжітеді. Адам болып өзгеру деп аталатын кезеңде оның статистикасы 2 есе қысқарды. Және ол өзінің ақымақ пішінін сақтау үшін мананы тез пайдаланады. Ол адам болып қалыптасудан бас тартып, шарасыздықтан жерге тегіс құлап, әдеттегі пішініне оралады. Екінші жағынан, Юно мен Мельша өз жолында алып, өрмекші құбыжықты өлтіріп жатыр. Орманның қалың бөлігіне барыңыз. Олар іздеуді күн батқанға дейін жалғастырады және жақыны арада қайта оралу керек екенін түсінеді. Өйткені құбыжықтар орманға тереңірек енген сайын күшейе түседі. Кенеттен олар екінші жағында Илу үңгірі орналасқан клирингке шығады және олардың түйсігі оларға бұл жерде бір түрлі нәрсе бар екенін бірден айтады. Олар үңгірдің кіреберісіне жетіп, оны күзетіп тұрған екі мүсінді табады. Біреуі Айдаһарды бейнелесе, екіншісі оның таз әкесі бейнеленген баланың суретіне ұқсайды. Юно бұл жерде Айдаһарға табыну кілті бар ма деп ойлайды. Бірақ Мельша мұндай нәрсе туралы естімеген. Ол мүсіндерден шыққан күшті сиқырды сезеді. Ал Юно өзінің өткір иісін пайдаланып, ағаштарда ілулі тұрған еттің иісін сезеді. Екеуі де жақын жерде біреудің тұратынына сенімді және кез келген қауіптен сақтанып, үңгірді тексеруді шешеді. Олар үңгірге жеткенде, оларды күтпеген көрініс күтіп алады. Үңгірдің іші жарқыраған саңырауқұлақтардың арқасында жарық және дәмді иістерге толы кастрөлдер бар. Мен жидектердің иісін сеземін. Юноның айтуынша, жидектер бұрыштың иісін сезеді. Ол әлі күнге дейін әлемдегі ең құнды заттардың бірі болып табылады және ол Мельшаға оны өздерімен бірге алып кету керек екенін, оның бір бөлігін өздерімен бірге алып жүру керектігін айтып қуанады. Мельша оған бұл ақымақ ойдан бас тартуды бұйырады. Өйткені ол бұл үңгір қарақшылардың жасырынған жері екеніне сенеді және олармен араласса, олар қиындыққа тап болады. Кенет олар қатты ысқырған дыбысты естіп, бұрылып, лейстің оларға шабуыл жасауға дайын тұрғанын көрді. Мельша Юноға оларды бір тістеп, бірнеше рет өлтіруі мүмкін, өлімге әкелетін құбыжықтан аулақ болуды бұйырады және ол лейстің ұрыссыз шегінгеніне қуанышты. Ол үңгірден олар әдеттен тыс нәрсеге тап болғанша қашуды шешеді. Илу оларды шілтерлі үңгірдің сыртында күтіп тұрғанын білмей, олардың үңгірге ертерек кіріп бара жатқанын байқап,
енді не болатынын білмей, шыдамсыздықпен кіреберістің алдында серуендеп жүр. Ол екі зұлым адамның ұясын таң қалдыра ма деп ойлайды да, ішке кіріп, өзін таныстыру керек деп ойлайды. Алайда оның қорқынышты құбыжық екенін түсіну, оны Траккунға қарағанда қатты таң қалдырады. Ол қыздар оны қандай да бір жартылай адам деп ойлайды деп үміттеніп, адам болу шеберлігін қайта пайдалануды ұйғарады. Алайда оның сандырақтары шындықтан мүмкіндігінше алыс, ал қыздар оны оларға шабуыл жасамақ болған қатерлі оба айдаһары ретінде көреді. Юно қорқыныштан тоңып қалды. Бірақ Мельша оған өмір сүргісі келсе, қаруын ал деп айтады. Олар ылаға бар күшімен шабуыл жасап, оны жерге құлатады. Өйткені ол қазір тым әлсіз. Бақытымызға орай, қыздар оба айдаһарымен күресуді жақсы идея деп санамайды. Және олар бірден қашып кетеді. Илу оларды тоқтатып, өзінің зиянсыз екенін түсіндіруге тырысады. Бірақ әрине, ешкім супер айдаһардың өлімге әкелетін құбыжықтың алдында қалуға тәуекел етпейді. Юно мен Мельша үңгірден алыстағаннан кейін демалуға шешім қабылдады. Олар миссияның олар ойлағаннан да қиын болатынын және оларға көмектесу үшін көбірек адамдар қажет екенін түсінеді. Юно өз тобының қалған мүшелерін шақыру керек пе деп сұрайды. Ал Мельша мұны растайды. Келесі күні Илу оянғанда, ол алдыңғы күнгі оқиғалардан кейін өзін қорқынышты сезінеді. Ол өзінің көңіл күйін қалай көтеруге болатынын ойлап, емделген етті шайнай бастайды. Кенет ойға бір ой келгенде, ол Лейсиге қолын созып, оның етін ұрлап жатқан маймылдарға сабақ беру керек екенін айтып, одан жақсылық сұрайды. Сондықтан оған күшті у керек. Оның түсі де, иісі де, дәмі де жоқ. Кәстрөлді суға ұқсайтын умен толтыратын Лейс үшін бұл үлкен мәселе емес. Илу қорқытып күліп, емделген еттің жаңа партиясын ия батырып, кептіру үшін іліп қояды. Ол маймылдардың пайда болуын асыға күтеді, бірақ олар асықпайды. Илу мен Лейс күту үшін ұйықтауға шешім қабылдады. Бірақ көп ұзамай олар маймылдардың жиіркенішті айқайын естіді. Илу оянып, бір маймылдың улы емделген етті жеп қойғанын, енді аузынан көбік шығып жатқанын және достары оны оятуға тырысып жатқанын көреді. Илу бұған қуанышты, бірақ ол мәміле жасау үшін бұл жеткіліксіз екенін біледі. Ол және Лейс ашуланып, оларды қоршап алған маймылдарға шабуыл жасайды. Мен аралас шабуыл жасауым керек. Ұлудың да аралас шабуылы бар және ол Лейске белгі береді. Ол маймылдарға саз сынықтарын атып, оларды абайсызда ұстап алып, елге қолымен, құйрығымен құлатуға мүмкіндік береді. Алайда маймылдар біткен жоқ. Олар Илу мен Лейстің басын айналдыратын қатты ысқырық шығарады. Ол олардың қандай дағдыны қолданып жатқанын білгісі келеді және жауап оларға үлкен және күшті маймыл жүгіріп келгенде анық болады. Илу маймылдардың жеңе алмайтынын білетінін түсінеді. Сондықтан олар қатал әрі қорқытатын бастығын шақырды. Ол құбыжықтың статистикасын тексеріп, олардың тең екенін анықтады. Бірақ бастық маймылдың бойында үйренуге болатын дағдылар бар. Бұлар Баффеттің қарамағындағылар. Бастық маймылдарды күшейту үшін өз дағдыларын пайдалана бастағанда, Илу оны отты шабуылмен ұрып, жекпе-жекті тез аяқтауға тырысады. Өкінішке орай, ол кешігіп қалды. Ал миньон маймылдары оның шабуылына тосқауыл болатын үлкен қабырға жасау үшін өз дағдыларын бірге пайдаланады. Олар Иланы қоршап алып, оған жан-жақтан шабуыл жасай бастайды. Және олардың жылдамдығы мен күшіне ілесу қиынға соғады. Лейси оны маймылдарға шабуыл жасау арқылы қолдауға тырысады. Бірақ бастық маймыл оны ұстап алып, ағашқа лақтырады. Илу әйтеуір оны ұстап үлгереді. Бірақ есінен танып қалады. Ол ұрыс неғұрлым ұзаққа созылса, соғұрлым қиыншылыққа тап болатынын түсінеді. Ол негіздерге қайта оралуды шешеді және Сириден оған маймыл бастығы туралы көбірек айтып беруін сұрайды. Сири оған алып, орангутанның топтың алдыңғы альфасын жеңгеннен кейін дамыған плас рейтингі бар құбыжық екенін айтады. Орангутандар шайқаста дамуға өте байыпты қарайды және олардың руына көмектесу үшін көптеген қолдау көрсету дағдылары бар. Илу бұл ақпарат оған қандай да бір жолмен көмектеседі деп ойламайды. Бірақ содан кейін ол орангутан бастығының дағдыларын қайта тексеріп, оның телепатия дағдысы бар екенін біледі. Ол жекпе-жек алдында онымен сөйлесуге тырысады және бұл үшін маймылды кепілге алады. Басқа маймылдар қарсы тұруға тырысады. Бірақ олардың бастығы оларды тоқтатып, ұлудың миына тікелей сөйлеу үшін өзінің телепатиялық шеберлігін пайдаланады. Ол оның статистикасын көре алатынын түсініп, одан не қалайтынын сұрағаннан кейін ұлуға қызығушылық танытты. Илу оған ес-түссіз жатқан маймылдың уланғанын және егер ештеңе жасалмаса, ол міндетті түрде өлетінін айтады. Алайда Лейс оған антидот бере алады. Ал Илу мұны бастық маймылдың шегінуі үшін карта ретінде пайдаланғысы келеді. Алайда бастық маймыл ұлуды илемеу үшін тым үлкен қауіп бар деп жауап береді және олар оны одан да күшті болмай тұрып, осында өлтіреді. Илу оған жан-жақты шайқаста бәрі өлетінін айтады. Бірақ бастық маймыл бұған дайын. Өйткені олардың руы әлсіздердің шайқаста өлуіне жол беру философиясы болып табылады. Осылайша күштілер аман қалып, өркендей алады. Илу қазір маймылдардың бастығымен саудаласуға болмайтынын түсінеді. Бірақ содан кейін оған басқа ой келеді. Ол оны өз руының басшысы ретінде дуэльге шақырады. Маймылдардың бастығы дуэль тек маймылдардың әртүрлі руларының жетекшілері арасында немесе альфаға қарсы шыққанда ғана болатынын айтады. Олар ешқашан құбыжықтардың басқа түрлерімен жекпе-жек өткізбесе де, бастық дәл осындай ережелер қолданылуы мүмкін деп санайды. Ол елдің шақыруын қабылдап, дуэльдің қасиетті іс екенін
Сондықтан жеңімпаз анықталғанға дейін ешкім араласпайтынын айтады. Осыдан кейін Илу Лейстен улы маймылға антидот беруін сұрайды. Ал ол жасағаннан кейін маймылдар оны, сондай ағы есінен танып қалған адамды ұстап алады. Маймыл Илу олардан не істеп жатқандарын сұрайды. Ал маймыл бастығы Лейстің дуэль заңдарына бағынатынына көз жеткізгісі келетінін түсіндіреді. Және жекпе-жек аяқталғаннан кейін ол босатылады. Екі жауынгерде бір қадам алға жылжиды. Ал жекпе-жек бастала салысымен маймыл бастығы Иланы қатты соққылармен жаудыра бастайды. Илу оның шабуылынан құтылу үшін бүйіріне қарай домалай бастайды. Ал маймыл бастығы оған күш жинап, бастаған жекпе-жегін жалғастыруды бұйырады. Илу мәңгілікке қашып құтыла алмайтынын түсінеді. Сондықтан ол қарсы шабуылға шығып, бастыққа қарай домалап, оны артқа итеріп жібереді. Содан кейін ол секіріп, құйрығымен қатты соққы береді. Бұл оның аяғының астындағы жерді жарып жібереді. Илу бастық маймылдың басына көптеген соққылар жасап, оны шатастырады. Ол мүмкіндікті пайдаланып, оны аяқтауды шешеді. Бірақ бастық маймыл оның жолын бөгеу үшін тас қабырға жасайды. Содан кейін ол қабырғаға көтеріліп, өзінің ептілігіне бар күшін салу шеберлігін пайдаланады. Маймыл бастық ал қазір ол әлдеқайда жылдам, және ол енді оның қимылдарын болжай алмайтын ұлудан боқтарды қағып жатыр. Оны жерге құлатқаннан кейін Илу қоян қолтық ұрысқа кірісуге бел буады. Ол маймылдардың бастығын мазақ етіп, егер ол қорықпаса, онымен бетпе-бет келуін өтінеді. Ал бұл келеке мақтаншақ маймылға әсер етеді. Илу мен маймылдардың бастығы бір-біріне асығып, ескі Баки эпизодындағыдай жұдырықтай бастайды. Олардың күшті соққылары бүкіл орманды дүр сілкіндіреді. Ал Лейс маймылдардың төбелесін тағатсыздана бақылайды. 1-2 минуттан кейін екі жауынгерде шаршап, жарақат алады. Ал Илу оған көп күш қалмағанын түсінеді. Ол бар күшін өзінің соңғы соққысына салуды шешеді және алдымен маймылдардың бастығын ұрып үлгереді. Сири оған айдаһарды ұру шеберлігінің жоғарылағанын айтқан кезде ол өзін жеңгендей сезінеді. Бірақ ол қуанғалы тұрған кезде маймыл бастығы оны құлатып, соңғы қарсы соққыны жасайды. Кланның екі басшысы да еңкейіп құлап қалады. Ал Илу көзін ашқанда оның үстінде жатқан Лейсті көреді. Ал Сири оған бос оргатанды жеңіп, клан бастығы атағын алғанын айтады. Осыдан кейін Илу тағы да есінен танып қалды. Ақыры оянғанда оның үстінде шілтері бар қараңғы үңгірде жатқанын көрді. Ол одан олардың қайда екенін сұрайды. Бірақ көздері қараңғылыққа үйреніп, жан-жағына қараса, олардың үңгіріне қайта оралғанын көреді. Илу бұл қалай болуы мүмкін деп ойлайды. Өйткені ол орангутан бастығының соңғы соққысынан орманның ортасында ес-түссіз жатқан. Ол кенеттен өзінің мәртебесінің терезесін ашып, оның деңгейінің жоғарылағанын байқады. Бұл оның бос 8-ге қарсы жекпе-жекте жеңіске жеткенін түсінді. Илу мұны естігенде қатты толқып, олардың жеңістерін тойлау үшін Лейсті құшақтайды. Ол есінен танып қалған кезде оны үңгірге қайтарған ол деп ойлайды және оның кішкентай денесімен мұны қалай істегенін сұрайды. Лейс үңгіріндегі маймылдар тобына үнсіз белгі береді. Олар Илу оларды көрген бойда эмоцияларын көрсете бастайды. Ол оларды осында көргенде шошып кетеді де, олардың не үшін келгенін білмей қалады. Және оның бірінші болжамы, олар альфасының өлімі үшін, кек алу үшін осында. Маймылдар оған жақындағанда, ол мазасыздана бастайды. Өйткені ол қазір шаршап, әлсіз және дұрыс күресе алмайды. Алайда маймылдар оған шабуыл жасамайды және Иланы жігерлендіргендей өздерінің ақымақ эмоцияларын көрсете береді. Ол олардың оған қазір олардың бастығы сияқты қарайтынын сезеді және ол өз атақтарын тексергеннен кейін оның күмәні расталады. Ол гаремнің немере ағасын жеңгеннен кейін кландық бастық атағын алғанын біледі. Сондықтан маймылдар оның соңынан ереді. Лейси оларға әлі де сақ, бірақ Илу оған демалуды айтады. Өйткені маймылдар олармен соғысқысы келмейді. Оның орнына олар пайдалы болуы мүмкін сияқты. Ол оларға басқа нәрселермен айналысу үшін қызықсыз тапсырмаларды орындауға рұқсат беруді шешеді. Ал Лейс Илудың өзінен басқа біреуге сенетініне мүлдем риза емес. Келесі күні маймылдар Илу үшін бір топ жеміс жинады. Ол оның тиімділігі мен жылдамдығына қатты таңғалды. Лейс Илудың бұған қуанғанына ренжіді. Ал ол маймылдарды мақтағанда, ол шошып кетті. Содан кейін маймылдар Илудың ағаштарда кептіруге қалдырған емделген етін нұсқады және оның көңіл күйі өте жақсы болғандықтан ол оны жеуге рұқсат берді. Бұл оларды қуантты. Бұл оның улы құрбысын одан сайын ашуландырады. Осыдан кейін Илу тағы да сиыр етін пісіруді ұйғарды. Өйткені оған бүгін тамақ жинаудың қажеті жоқ. Ол үңгірге кіріп, ет пісіре бастады. Сол кезде бір маймыл жүгіріп келіп, қазанға қызыға қарады. Илу тамақ дайындауға қызығушылық танытатынын түсінеді. Сондықтан ол оған жұмыс жүктемесін одан әрі азайтуды және маймылдарға да тамақ дайындауға рұқсат беруді үйретуді шешеді. Ол негіздерден бастайды. Етті турап, содан кейін кастрюльге салып, тұз бен дәмдеуіштерді араластырып, содан кейін оны біраз уақыт пісіруге қалдырады. Маймыл оны мұқият бақылап отырады. Ал Илу сабағын аяқтаған кезде оның көздері толқудан жарқырайды. Илу да мұны көріп, қуанып, маймылға жұмысқа кірісу үшін 1 фунт ет пен пышақ береді. Бірақ бұл босаңсыған сезім оның артынан келе жатқан қорқынышты аураны сезгенде кенеттен қауіп төндіретін нәрсеге айналады. Ол ашуланып, қайнап жатқан Лейстің жанынан өтіп бара жатқанын байқайды. Бірақ оған не болғанын түсінбейді. Қалай болғанда да
Илу өз ойына қайта оралып, емделген етті дайындауға жауапты аспаз маймылды тастап кетуі мүмкін деп ойлайды. Бірақ содан кейін оның бос уақытында істейтін ештеңесі болмайды. Кенеттен оның ойына көбірек азық-түлік сақтау керек деген ой келеді. Өйткені оның бөлмеде тұратындары көп және көбірек кастрөлдер жасауды шешеді. Ол сыртқа шығып, балшықтан қамыр илеуге тырысып, жатын бөлмесінде шу шығара бастайды. Бірақ ол жерге тағы бір қызық маймыл келіп, не істеп жатқанын сұрайды. Илу оған дымқыл балшықтан бұрышта кептіріліп жатқан ыдысқа ұқсайтын кастрюль жасап жатқанын айтады. Ал маймыл өзін көрсетеді. Өйткені ол да мұны істегісі келеді. Илу кенеттен маймылдардың ептілік деп аталатын дағдысы бар екенін есіне алды. Бұл оларға қиын тапсырмаларды өте жақсы орындауға мүмкіндік береді. Оның үстіне олардың көп нәрсеге көмектесетін адами қолдары бар. Илу уақыт өте келе маймылдардың құмыра жасауда жақсырақ болатынын түсінеді. Сондықтан ол қызық маймылға өзі білетін барлық нәрсені үйретуді шешеді. Бүкіл процесті аяқтағаннан кейін, пішіндеуден бастап кастрөлдерді пісіруге дейін, Илу маймылға бір кесек саз беріп, жұмысқа кірісуін айтады. Содан кейін ол күн сәулесі мен таза ауа алу үшін далаға шығады. Ол жерден балшықпен де жұмыс істеуге тырысатын Лейсті табады. Илу одан не істеп жатқанын сұрағанда, Лейс шошып кетеді. Илу кішкентай қолдарымен көп керамика жасай алмайтынын айтады, және оның мәлімдемесі Лейстің эмоциясын ауыртады. Ол көзіне жас алып қашып кетеді де, ойша Иланы ақымақ деп атайды. Бірақ ол неге ол үшін жаратылмаған нәрсені істеуге тырысқанын түсінбейді. Қалай болғанда да, ол чат сияқты әрекет етуді шешеді, және егер ол оған бұл туралы тікелей айтқысы келмесе, Лейстің неге ашуланғанына мән бермейді. Содан кейін ол қалған екі маймылға барып, оларға саздан жасалған құралдарды береді. Өйткені оларда осында тұрғысы келсе, біраз жұмыс істеу керек. Ол оларға балшық аюдың қалдықтарынан өз қалауымен балға мен күрек жасағанын айтады. Және олар тас блоктарды сындыратындай берік болып шықты. Илу маймылдарға үңгірді кеңейту олардың міндеті екенін айтады, және олар оның бұйрығын оңай қабылдайды. Бірақ мұны көргенде Лейсидің ашуы барлық шекараларды кесіп өтеді. Сонымен бірге Юно мен Мельча жақын маңдағы қаладағы қонақ үйде тамақтанып, олардың командаластары неге әлі келмегенін талқылайды. Олар орманда кездескен оба айдаһары туралы ойлаған кезде әлі күнге дейін қалтырап, өздеріне қауіп төндірмеу үшін оны мұқият зерттеуге бел буады. Өркениет. Осы уақытта Илу келесі күні таңертең басына шілтер тағып оянып, оны тез оятуға тырысады. Ол одан неге үрейленіп тұрғанын және олардың базасында жаулары бар жоғын сұрайды. Бірақ ол орнынан тұруға тырысқанда, оның денесі қатты ауырып бара жатқанын сезеді. Ол не болып жатқанын білгісі келеді. Бірақ содан кейін оның ауырлығының себебі оның үстінде ұйықтап жатқан маймылдар. Олар оның құрбылары сияқты екенін түсінеді. Ол сасық маймылдардың оған біраз орын бергенін қалайды. Өйткені ол дәл қазір тұрғысы келеді. Бірақ олар қатты ұйықтап жатыр. Илу өзі ұйықтауға бел буады. Кенеттен ол маймылдардың айқайлап, үрейленіп жатқанын байқады. Өйткені олардың бірі кенеттен ауырып қалды. Илу дереу статистикасын тексеріп, оның уланғанын анықтады. Ле оның қасында тұрып, күліп, аяғын жерге тигізіп, жоспарының сәтті болғанына қуанады. Бірақ Илу оған маймылдарды ұнатпағаны үшін улай алмайтынын айтады. Лейс оған әлі де ашуланып, маймыл дайындаған кастрюльге барады. Ал Илу ақыры оны не мазалайтынын түсінеді. Ол соңғы кездері оған көп көңіл бөлмегені үшін кешірім сұрайды. Содан кейін оны жөндеймін деп қолына көтереді. Оның айтуынша, олар бұрынғы күндердегідей бірге аң аулауға баруы керек. Ал Лейси мұны естігенде өзін әлдеқайда жақсы сезінеді. Ауылға оралғанда Мерго алаңдайды. Өйткені орманға кеткен авантюристер бір аптадан кейін де оралмады, және ол оларды және досты өз бетінше іздеуге шешім қабылдады. Сонымен бірге Илу Лейсті аң аулауға алып барады, және оның қайтадан дамуға бір деңгейде екендігі туралы айтады. Ол бүгін оларға жақсы ет алу керек. Содан кейін үңгірді безендіру үшін бірдеңе табу керек дейді. Алайда Лейс оның қуанышымен бөліспейді. Өйткені оның қалауына қарсы Илу маймылдарын өзімен бірге алып келді. Маймылдар Илу олар үшін жасаған қару, жарақпен маймылдардың қызығын көреді, және ол олардың көбірек олжа іздеуде шынымен пайдалы болатынын сезеді. Ол Лейсиден оның неге сонша ренжігенін сұрайды. Содан кейін ол олжаны байқаған бойда оларға хабарлауын айтады. Лейси кенет үндемей кете бастайды. Ал Илу оны тоқтата алмаған соң шошып кетеді. Кез келген надан жігіт сияқты. Ол өз қателігін түсінбейді, және егер олар бір тілде сөйлесе, әлдеқайда жақсы болар еді деп ойлайды. Кенет Лейси бірдеңені байқағандықтан тоқтап қалады да, бірнеше секундтан кейін бұталардан екі сұр қасқыр шығып кетеді. Илу Лейсиге жекпе-жекке дайындалуын айтады, және ол олардың қайтадан команда ретінде әрекет ете алатынына қуанышты. Бірақ маймылдар тоқтамай, қасқырларды қаруымен ұрып соғып, олардан барлық боқтарды қағып алады. Илу олардың күшімен шеберлігіне тәнті болады. Бірақ Лейс қатты ашуланады. Ол орманға тереңдей бастайды. Ал Илу өзгереді. Ол оның не болғанын білуге тырысып, оның артынан қуады. Осы кезде Мура орманда кенет оның жанынан өтіп бара жатқан Дазды байқады. Ол қазір зомбиге ұқсайды. Тіпті оның дауысына да жауап бермейді. Сондықтан ол оны орман құбыжықтары бақылап тұрғанын білмей, оның артынан жүгіреді. Ол көп ұзамай адасып кетті. Дәл сол кезде. Содан кейін оған көлеңкеден үш көзді құбыжықтар тобы жақындай бастайды. Сонымен бірге Лейс ашуланып, күбірлей береді.
Ал Илу маймылдарды жалғыз қалдыра алмайтынын түсіндіріп, оның соңынан ереді. Өйткені ол олардың бастығы. Ол оның айтқанының ешқайсысын тыңдамайды. Бірақ содан кейін Илу оған келесі жолы екеуі ғана болатынын уәде етеді. Және олар маймылдарды үңгірде қалдырады. Лейси қазылған күйінде тоқтап, ылаға қайта қарайды. Ол бұл жұмыс істей ме деп ойлайды. Бақытымызға орай, солай. Лейси оған қуаныштан секіреді де, олар бір-бірін құшақтай бастайды. Илу оны қандай жағдай болмасын қорғаймын деп уәде береді. Содан кейін оған маймылдарды қызғанудың қажеті жоқ екенін айтады. Өйткені ол қазір оның өміріндегі ең маңызды адам, және бұл оған көмектеседі. Ешқашан өзгерме. Олар бір-бірін құшақтай бастайды. Кенет Илу алыстан айғайлаған дауысты естігенде, ол мұны естігенде шілтерін бір жаққа лақтырып жіберді. Ол мердің дауысын бірден таниды және оған тағы да қауіп төніп тұрғанын түсінеді. Ол барып, оны құтқарғысы келеді. Бірақ Лейстің оған қызыға қарап тұрғанын көргенде, оны өзімен бірге алып кетпеу керек деп ойлайды. Ол адамдармен соңғы рет қалай кездескенін есіне алды. Олар оны өлтірмек болды, бірақ ол жай ғана олармен дос болғысы келді. Ол қазір момент бірге адамдар болса, олар оған және Лейске шабуыл жасайды деп қорқады, және ол оның қауіп төнгенін қаламайды. Ол жалғыз баруды шешіп, Лейстен оны күтуін сұрайды. Алайда, ол алға жылжи бастаған сәтте, Лейс оның соңынан ереді. Ал Илу оған тоқта деп айтады. Ол тыңдамаған кезде, ол жылдамдықты арттырады. Бірақ Лейс әлі де бас тартпайды және жартасқа соғылады. Илу ол үшін алаңдап, оны көруге барады, және оның денсаулығының көп бөлігі әлі де бар екенін біледі. Ол оны күтуін сұрайды, өйткені ол жақында қайтып келеді. Бірақ Лейси оны әлі де жібергісі келмейді. Ол оның құйрығынан ұстап алады. Бірақ Илу оған қауіп төндіре алмайтынын, бірақ одан да көп адамды құтқару керек екенін айтып, оны тастап кетеді. Лейстің жалғыз қалғаны үшін жүрегі ауырады, және бұл ұлудың құқық бұзушы атағын көтеруіне әкеледі. Бірақ ол қолынан келгеннің бәрін істеп жатқандықтан, қандай да бір ерлік жасайды. Оның кішкентай қаһарман атағы да көтеріледі. Илу Сириге бұл пайдасыз бос сөзді жабуды бұйырады. Өйткені ол алдымен мұрды табуға назар аударуы керек. Бұл кезде мұрды үш көзі бар қорқынышты қасқырлар қоршап алып, арқасын қабырғаға тіреп тұр. Бір қасқыр оны ұрып жібереді, бірақ бақытымызға орай, Илу оны ұстап алып, ұрып үлгереді. Ол Мартаны таниды ма деп ойлап, оған қарайды. Бірақ оның кім екенін білмейтін сияқты. Илу бұған таң қалмайды, және бәрінен бұрын қасқырларға назар аударуды шешеді. Сири оған ақпарат алмасу үшін үшінші көзін пайдалана алатын дәрежелі құбыжықтар махавологтармен бетпе-бет келгенін айтады. Топтастармен ақпарат алмасу. Илу қосымша күштерді шақырмас бұрын оларды тез жеңу керек екенін түсінеді, және ол Сириден олардың статистикасы туралы сұрайды. Оның айтуынша, олардың кейбір сипаттамалары қазіргі уақытта жасырылған, және Илу махавал статистикасына қараған кезде басы айнала бастағанда үрейленеді. Кенет оған қасқырлар шабуыл жасап, біреуін өртеп жібереді. Оның отты тынысымен, сонымен бірге қалған екеуін күшті қолдармен жауып тастайды. Осылайша ол кездейсоқ қанаттарын жайып жібереді. Және бұл мерді қорқыту үшін жеткілікті. Илу үрейленеді, өйткені қанаттарын ашқанда ол өлімге әкелетін ұнтақты шашып жіберуі мүмкін, және ол оларды бірден жасырады. Ол оның жақсы екенін тексеру үшін мерге жақындайды. Бірақ ол одан қатты қорқады. Және оның реакциясынан Илу қасқырлардан қорқуға жақын емес екенін түсінеді. Бұл ұлудың мақтанышына нұқсан келтіреді. Бірақ ол әлемге өзінің бұрын оған көмектескен айдаһар екенін айтқысы келгенде, Сири оған қасқырларды жеңгеннен кейін және 40-шы деңгейге жеткеннен кейін деңгейге көтерілгенін айтады. Бұл ол қайтадан дами алмас бұрын ең жоғары деңгейге жетеді. Илу өзінің ақымақ механикалық дауысына үндемеуді бұйырады. Өйткені ол қазір көңіл күйін көтеріп, айдаһарды бүйірлі профиліне бір сәтке түсіруге тырысуда. Ол кенеттен орнынан тұрып, айдаһар сияқты әрекет ете бастайды. Ал Илу оны алғаш кездестіргенде осылай әрекет еткенін есіне алады. Ол оның өзінің кім екенін білетінін түсінеді, және оның жанында қауіпсіз екеніне сендіру үшін оны мазақ ете бастайды. Дәл осы сәтте ол жерге одан да көп қасқырлар келеді. Ал Илу төбелесудің орнына мерді арқасына отырғызады. Содан кейін оны күзетуге уәде беріп, бар жылдамдықпен қашып кетеді. Бұл арада ауылдағылардың бәрі шара таба алмай үрейленіп отыр. Мари Грег есімді жігіттен оны тауып беруін сұрайды. Ал Грег оған бүкіл ауылды сканерлегенін, бірақ соңғы уақытта бұл шараларды ешкім көрмегенін айтады. Мари орманға домкрат іздеп барғанына сенімді, ал Грег оны іздеп бару керек пе деп сұрайды. Мари бұл Грег сияқты қарапайым адам үшін тым қауіпті болар еді деп шешіп, оның орнына орманға өзі баруды шешті. Сонымен бірге Мельча мен Юно да орманға екінші жағындағы компаниясымен бірге келеді. Садақшы орман ерекше көрінбейді деп жауап береді. Бірақ Юно оған бұл мүмкін болатындай оғаш екенін айтады. Ол достарына үңгірдегі бұрыш құмыралары мен жақын жерде жүрген оба айдаһары туралы айтып береді. Мельча миссияның тек екеуі үшін тым қауіпті екенін түсінгенін, сондықтан команданың қалған мүшелерін шақырғанын айтады. Садақшы дәл қазір орманға баруды жоспарлап отырма деп сұрайды. Ал Мельшер алдымен клиентімен кездесу үшін ауылға баратынын, сондықтан олар онымен егжей-тегжейлерді талқылай алатынын айтады. Сонымен бірге Илу мерінді қолына алып, бар жылдамдықпен алға қарай жүгіреді. Ол қатты қобалжыды, бірақ оның сөздері оған бос сөз сияқты естіледі. Ол мақтың қасқырлар оны қоршай алмайтын канонға қарай бет алғанын байқаған кезде,
олардың соңынан қаншалықты еретініне таңғалады. Ол ішке кіріп, мерді қауіпсіз жерге жасырады. Содан кейін қасқырлардың оған шабуыл жасауын күтеді. Қасқырлар оған бірден асығады, бірақ Илу оларды қарсы алуға дайын, және ол оларды отты тынысымен бірден сыпырып алады. Бір қасқыр қалып, жолдастары өліп жатқанына қарамастан алға ұмтылады. Ал Илу оны бірден тырнақтарымен байлап тастайды. Қасқыр жерге құлап түседі. Ал Илу оның неге шегінбегеніне таңғалады. Тіпті өзін асып түскендей сезінеді. Дәл осы сәтте Сири оған өзінің ең жоғары деңгейіне жеткенін айтады. Сондықтан ол дамымайынша көбірек тәжірибе жинай алмайды. Илу оған аузын жабуды бұйырады. Содан кейін қасқырдың үшінші көзінен шырышты сұйықтықтың ағып жатқанын байқамай, мерге қайта оралады. Осыдан кейін Илу мерді арқасына отырғызып, егер оны ауылға апарса, бұл соңғы рет болған оқиға туралы қайталанатын телехабар болады деп ойлап, алға қарай жүгіре бастайды. Оған құбыжық сияқты қарайды және оған шабуыл жасайды. Бірақ ол мұны қаламайды. Кенет оның ойы адасып, мер орманға неге жалғыз келді деп таңғалады. Ол бұл сұрақтың жауабын білгісі келеді. Бірақ олардың арасындағы тілдік кедергі оған одан ештеңе сұрауға мүмкіндік бермейді. Бастау үшін Илу мерді ауылдың сыртындағы қауіпсіз жерге апаруды шешеді. Өйткені ол арқасына еңкейіп, оған алғыс айтады. Илу оның оған алғыс айтқанын түсінуі мүмкін. Бірақ оның сөздері оған әлі де бос сөз болып көрінсе де, ол олардың біраз жетістіктерге жеткеніне өте қуанышты. Әдеттегідей, Сири өзінің бақытты сәттерін үзіп, ең жоғары деңгейге жеткеннен кейін құлпы ашылған эволюция ағашын көргісі келмейтінін сұрайды. Илу өзінің жасанды интеллект бағдарламасын тағы бір рет қарғайды, бірақ содан кейін оны тоқтатуды шешеді. Ол эволюция ағашын ашып, бұл жолы оның 4 нұсқасы бар екенін біледі. Бірақ ең таңғаларлығы, ол жерде оба айдаһарымен байланыстыратын бірде-бір пішін жоқ. Сири оған бұл ақпараттың құлпын ашу үшін нақты ақша төлеуін айтады. Бірақ Илу оған жоқ, рахмет дейді. Өйткені оның таңдауы болса да, ол ересек оба айдаһары болуды таңдамас еді. Өйткені бұл мерді өлімге дейін қорқытады. Сири одан өзіне қолжетімді пішіндер туралы толық ақпарат алғыңыз келе ме деп сұрайды. Ал Илу оған жалғастыруды айтады. Бірінші пішін айдаһар мен төмен дәрежелі адам арасындағы гибрид болып табылатын және адамдар оны жартылай адам деп санайтын қараңғы адам Драго. Илу жартылай адам, жартылай қанды дегеннің не екенін білгісі келеді және адамның өзгеру дағдысын қолдану тәжірибесіне сүйене отырып, ол адамға жақындау үмітімен оны таңдаса, қандай да бір жағымсыз бұрылыс болатынын сезеді. Сири оған келесі таңдауы жылдамдықты бәрінен де жоғары қоятын домалақ айдаһар болу екенін айтады және Илу бұл мәселе бойынша қосымша түсініктеме қажет емес. Үшінші нұсқа кеменің кішкентай айдаһары, ол жеңіл элементтерге жатады және жоғары интеллект ұпайларына ие. Ұлудың көзі жас оба айдаһары болғанына қарамастан, оның жеңіл айдаһар түріне айнала алатынын естігенде үмітпен жарқырайды. Ол кішкентай айдаһардың эволюциялық мүмкіндіктері шектеулі болуы мүмкін екенін сезеді. Бірақ ол әлі де оны таңдауға азғырлады. Өйткені ол кезде одан қорықпайтын адамдар көп болады. Содан кейін Сири оған оның соңғы нұсқасы Джормангант, жылан тәрізді алып айдаһар екенін, оның қара қабыршақтарында өлімге әкелетін я бар екенін хабарлайды. Бұл айдаһар жорғалап жүрген жер үнемі жансыз болып қалады. Ал Илу мұны естігенде қатты ашуланады. Ол, әрине, адамзатқа үлкен қауіп төндіретін кез келген пішінді қабылдағысы келмейді. Өйткені ол өзінің кішкентай миын бір пішінді таңдау үшін шамадан тыс жүктеме режиміне қоюға тырысады. Мер кенеттен олардың алдындағы сарқыраманы нұсқады. Илу мерге су алып, демалуға мүмкіндік беру үшін сол жерге тоқтайды да, өзі өмірлік таңдауын мұқият ойластыра бастайды. Ол бірден Джормангантты жоққа шығарады. Содан кейін домалақ айдаһар туралы ойлайды. Ең жылдам айдаһар болу идеясы оны қызықтырса да, ол өзін жалпы фрик-шоуға айналғандай сезінеді. Ол кішкентай доғалы айдаһарды таңдауға қатты азғырылады. Өйткені адамдар жеңіл элементтен шыққан айдаһарды ұнататын шығар. Бұл жазбада ол қараңғы Драго адам болу, егер ол адамдарға жақындағысы келсе, одан да жақсы болар еді деп санайды. Бірақ оның өз проблемалары бар. Илу жартылай адамдардың нағыз адамдарға қаншалықты жақын екенін және егер ол осындай эволюцияны таңдаса, құбыжықтар оған қалай қарайтынын білгісі келеді. Ең бастысы, ол Лейсидің оны көргенде қалай әрекет ететініне алаңдайды. Ол осы уақытқа дейін көргеннен мүлдем басқа нәрсеге айналады. Ол өз ойына батып бара жатқанда, Мур оған жақындап, оның не ойлайтынын сұрайды. Илу оған болашақ өмірі туралы не ойлайтынын түсіндіруге тырысады. Бірақ ол оған не туралы айтып жатқанын түсіндіре алмайды. Ол да Мурдың айтқанын түсіне алмайды. Бұл оның үмітін үзеді. Ол онымен сөйлесе алмайды. Кенет мерде бір ой пайда болды. Ол айқайлап, Иланы нұсқады. Ол оның бірдеңе айтқысы келетінін түсінеді. Содан кейін Мирия өзін таныстырады. Илу оның есімін түсінеді және оның не айтқысы келетінін түсінеді. Мер оған ағаштарға, тастарға және суға қатысты сөздерді айтады және Илу онымен ойнаған сайын оның тілдік дағдылары жақсарады. Ол онымен көбірек араласқан сайын оның тілдік дағдылары одан сайын жақсарады және кешке қарай ол мердің не айтып жатқанын түсіне алады. Ол оған орманға біреуді табу үшін бірнеше рет келгенін айтады. Бірақ Илу тілдік кедергіге байланысты ештеңе сұрай алмайды. Ол орманға келген екі қызды іздеп жүргенін сұрау үшін иттің құлағына еліктейді. Бірақ олардың авантюрист екенін айтып,
бас тартады. Бірақ ол Даз есімді жігітті іздеді. Илу Даз есімді жігіттің Рок айдаһарымен соғысып жатып қайтыс болғанын есіне алды. Бірақ ол әлі де мұны растағысы келеді, және ол шашы ұқсас жігіт туралы айтып жатыр ма деп сұрау үшін басына шөп шашты киеді. Мер мұны қуанышпен растайды. Содан кейін Иланы құшақтап, оны бұрын құтқарған айдаһар екенін білетінін айтты. Илу шыдай алмайды, және бұл оның Лейспен қарым-қатынасына кедергі келтіруі мүмкін болса да, жартылай адам болуға бел буады. Осыдан кейін Мер одан оның есімі бар жоғын сұрайды. Біз оны ыңғайлы болу үшін Илу деп атаймыз, бірақ шын мәнінде айдаһардың аты жоқ, әлі аты жоқ. Ол қазір аты аталмаған құбыжық екенін түсінгенде басын шайқайды. Ал Мер оған жаны ашиды. Ол оған есім қоя аламын ба деп сұрайды. Ал Илу оның қолынан ұстап, оның ұсынысымен келісе отырып, басын қатты еді. Мерсе оның бетіне қарап, бір күні көптеген қоқан лоққылармен күресіп, оны қалай құтқарғанын есіне алады. Ол кенеттен оған шабыт тауып, оның батыр екенін айтады. Сондықтан ол оны иллюзия деп аталатын сүйікті гүлінің атымен Илу деп атайды. Илу мұны естігенде қатты қуанады, және ол бір күні оны шабыттандырған гүлді көремін деп үміттеніп, оның атын қабылдайды. Алайда дәл осы сәтте Сири сөйлей бастады. Ол Илу есімін қабылдайтынына сенімді ме деп сұрады. Өйткені ол оны қабылдағаннан кейін оны өзгерте алмайды. Илу жауапқа таңғалды. Ал Сири одан есімін тағы бір рет растауын сұрайды. Илу оның әрқашан осындай мүмкіндікке ие болғанын естігенде таңғалады, және ол оған Мер қойған есімді қуана қабылдайды. Сири оның атын ресми түрде тіркеп жатыр. Ал Илу енді өзін бақыттың шыңында жүргендей сезінеді. Кенет ол жақындап келе жатқан қатты аяқ дыбысын естіп, өзіне қарай келе жатқан күшті құбыжық бар ма деп қорқады. Ол бірден Мерді арқасына отырғызып, құбыжықпен соқтығыспау үшін алға қарай жүгіреді. Ол ілмек жасап, алдымен Мерді ауылға жіберуді шешеді. Содан кейін Дазды өз іздейді. Кенет Махаволк оның артынан қуа бастайды. Бірақ Илу бұған мүлдем алаңдамайды. Ол оның статистикасын тексеріп, оның сиқырлы энергияны қабылдау әсері бар екенін анықтап, оны басқа құбыжықтың бақылауында ма деп ойлайды. Махаволк оған секіргенде, Илу оны құйрығымен итеріп, жылдамдығын арттырады. Бірақ оның таңғаларлығы, оның алдында одан да көп махаволктар тұр. Олардың бастығымен бірге Илу бұрышта тұрған кезде тоқтайды. Бірақ кіммен бетпе-бет келгенін көргенде шошып кетеді. Ашуланған Даз махавиктің бастығына мініп, Мер одан неге құбыжықтармен бірге екенін сұрағанда, маникалды түрде күледі. Илу Dazdың статистикасын тексеруге тырысады, және оның таңқалдырғаны, оның шеберлік бағанасы мүлдем бос. Мор досты көргенде өзін-өзі сақтау инстинктін жоғалтады, және сөйлесу үшін оған қарай жүгіреді. Бірақ ол оған қарай жүгіреді. Бақытымызға орай, Илу тез әрекет етіп, махавикті жауып тастайды. Бірақ Дос оған шабуыл жасау үшін қылышын суырып алады. Мор инстинктивті түрде оны артқа лақтыру үшін оған отты лақтырады. Содан кейін Илу қасқырды ұрып, оны құлатады. Даз жерге құлаған кезде дөңгелек тасты тастайды. Бірақ оны бірден ұстап алып, орнынан тұрады. Илу Dazdың бұл тасқа неге сонша алаңдайтынына таңғалады. Бірақ содан кейін әлем одан ерекше бір нәрсені байқайды. Кенет ауыр қадамдар жақындай бастайды, және бұл тас айдаһардың қадамдары екенін түсінген кезде әлем дүрбелеңге түседі. Дос мұны да естіп, кенет бағытын өзгертіп, махаволктарды ауылға қарай жетелейді. Илу не болып жатқанына әбден таңғалды. Бірақ содан кейін шошып кеткен Мер оған Дос көтерген тастың шын мәнінде тау айдаһарының жұмыртқасы екенін айтады. Илу енді Достың тас айдаһарды шабуылға итермелеу үшін ауылға жұмыртқа салып жатқанын түсінді. Ол ауылды бұзып жатыр. Ол мұның не үшін қажет екенін білгісі келеді. Бірақ дәл қазір ең бастысы Дазды тоқтату. Ол Мерге Дазды қуып жету үшін арқасына секіруді бұйырады. Бірақ қасқырлар оларды қуа бастайды. Илу анасымен бірге Дазды қуып жету үшін жеткілікті жылдам жүгіре алмайтынын, және оның санасы жарылыс алдында тұрғанын түсінеді. Ол Dazdың не жоспарлап жатқанын түсінуге тырысады. Кенет Мер оның атын атап, оны тастап, Dazды тоқтатуға асығуын өтінеді. Ол мақтың қасқырларын бір жолмен тоқтатамын дейді. Ал Илу бәрібір ауылды қорғауы керек. Илу қасқырлармен бетпе-бет келуге мүмкіндігі жоқ екенін біледі, және олармен жұмыс жасамас бұрын олармен мәселені шешуді шешеді. Dazбен ол Мерді жерге жатқызады. Содан кейін қасқыр көсемі Маха оны тістеп алған кезде аяғынан нық тұрады. Илу оны жай ғана шетке лақтырып жібереді. Содан кейін оны жаңғақпен аяқтау үшін оны ауаға жоғары лақтырады. Осы кезде қалған қасқырлар Мераға қарай жүгіреді. Илу олардың біреуімен тез тіл табысады. Ал екінші қасқыр Мердің иығын кесіп тастайды. Илу оны тез ұрып тастайды. Содан кейін қалған құбыжықты да аяқтайды. Бірақ Мурдың жағдайы қазір өте ауыр. Ол әлі күнге дейін ауыл туралы көбірек алаңдайды, және Илу ауылды қорғаймын деп уәде береді. Бірақ ол бұл үшін оны тастамайды. Бұл уақытта Грек тау айдаһарының гүрілін естігенде ауылды әлі де патрульдеуде. Мари де алыстан гүрілдеген дауысты естиді. Бірақ ол бұл жай ғана құлағында шырылдап, Мариді іздеуге назар аударады деп үміттенеді. Жол бойында авантюристер де Махавиктің ізіне түседі. Dazdың ауылға тас айдаһардың жұмыртқасын алып бара жатқанын білмей, тас айдаһар ашуланып, олардың артынан қуады. Ал оның жанында қорқынышты, былжырлы құбыжық бар. Осының бәрінің ортасында Илу жараланған Мераны арқасына көтеріп жүр. Ол үлкен оқиғаның ортасында болатынын түсінбей,
Илу жараланған мерді арқасына көтеріп, мүмкіндігінше тезірек ауылға қарай жүгіреді. Ол оны ауылға апарып жатқанын түсініп, оған алғысын білдіреді. Илу оның әлі есін жиғанына қуанышты, яғни оның жарақаттары соншалықты ауыр емес. Ол оның емдік сиқырды өзіне қолданғанын қалайды. Сондықтан ол өте жақсы жұмыс істейді. Ал Мур өзінің емдік сиқырын қолданады. Өзіне емес, оған. Илу Мурдың оны емдеп жатқанына таң қалды. Бірақ ол оған қарағанда ауыр жарақат алғанын, сондықтан алдымен емделу керек екенін айтады. Илу өзін оған тым мейірімдімін деп ойлайды. Бірақ әлем оған ауылға тезірек баруын айтады. Осы уақытта ауылда грек маха қасқырмен жалғыз өзі соғысады. Ол қорғаныш тастар әлі де белсенді болса, құбыжық ауылға қалай жетеді деп ойлайды. Кенет қасқыр оның үстіне секіріп түсіп, грек оның жүрегін тесіп өту үшін найзасын жерден итеріп жіберді. Бұл процесте ол құбыжықтың салмағының астында қалып, сыртқа шықпақ болған сәтте оның үстінде тұрған ұлудың қорқытатын фигурасын байқайды. Грек қазір ауыл тұрғындары үшін қатты қорқады және ол зұлым айдаһармен күресу үшін өзін мүмкіндігінше тезірек босатуға тырысады. Илу осылай болатынын білді. Бірақ бақытымызға орай, бұл жолы Мур есін жиып, оның қорғаушысы болды. Ол Грекке ұлудың оның досы екенін және ол ауылды құтқару үшін осында келгенін айтады. Грек Мурды күні бойы аңдып жүргеннен кейін оның құбыжықпен бірге болғанын көріп шошып кетті. Бірақ содан кейін ол лай туралы бірдеңе оған таныс болып көрінеді деп ойлай бастады. Тіпті Илу оны соңғы рет пышақтап кеткен жігіт деп таниды. Ал Грек Муррадан бұл өткен жолы көрген айдаһар ма деп сұрайды. Мур Илу жас оба айдаһарына айналды деп мәлімдейді. Бірақ ол оны бұрын құтқарған айдаһар. Илу Гректі босату үшін маховиктің денесін алып тастағанда, Мур оған ұлудың өте мейірімді екенін және оларға шынымен көмектескісі келетінін тағы да айтады. Дәлелдер оның көз алдында тұрғанына қарамастан, Грек әлі де сене алмайды. Бірақ ол достық оба айдаһарына сенуді шешеді. Біріншіден, ол ұлуды соңғы рет ренжіткені үшін кешірім сұрайды. Бірақ ол жай ғана мерге көмектесуге тырысқанымен, Илу Гректің парасатты адам екенін көргенде бірден еріп кетеді. Ол бәрі жақсы деп жауап береді. Ал Морд Грекке Илу адам тілін сөйлей алмаса да түсінетінін айтады. Бұл Грек үшін одан да қатты таңғалдырады. Бірақ саңырау гүріл айналаны дүр сілкіндіргенде ол бәрін ұмытады. Грек тас айдаһардың оларға жақындап келе жатқанын айтады. Ал мер кездейсоқ Джекдауды көрдің бе деп сұрайды. Грек Джекдав қасқырлар тобын басқарып келе жатқанын және ол ауылға қарай бет алған кезде олардың біреуін артынан қуып жібергенін айтады. Мер Джекдавтың жұмыртқасын кепілге алып, ауылға тас айдаһарды азғырып жатқанын және олар оны дереу тоқтатуы керек екенін айтады. Ол елге асығу керек екенін айтады. Ал Грек оларға көмектесуге өз еркімен келді. Өйткені ауыл тұрғындары оған мереден гөрі көбірек сенетін болады. Илу оған арқасынан секіру белгісін беріп, даз жеткен ауылға қарай жүгіреді. Ауылдағы маскүнем оны көрген адамдардың арасында және ол бәрінің онымен келіскенін қалайды. Өйткені ол даздың тірі екендігі туралы дұрыс екенін дәлелдеді. Алайда, қазіргі уақытта доза қалыпты жағдайдан алыс көрінеді. Және ол тас айдаһардың жұмыртқасын өзімен бірге алып бара жатқанда қорқытып күледі. Көп ұзамай Илу және басқалары ауылға жетеді. Ал ауыл тұрғындары айдаһарды көргенде шошып кетсе де, Грек олардан дозаны көрдіңіз бе деп сұрайды және оның қарауыл мұнарасына қарай бет алғанын біледі. Дәл осы сәтте ауылдан тас айдаһардың басы көрініп, бәрі алаңдай бастайды. Мер тағы да дазды тоқтату керек екенін айтады. Бірақ Грек одан ауыл тұрғындарын эвакуациялауға көмектесіп жатқанда, оны өзіне және ылаға қалдыруын өтінеді. Илу онымен келіседі. Өйткені ол мерге одан да үлкен қауіп төндіргісі келмейді және ол олардың жоспарын орындауды шешеді. Илу мен Грек дазды тоқтату үшін күн батқанға қарай бет алды. Ал Грек айдаһардың тез арада оба айдаһарына айналғанына сену қиын екенін байқады. Ол ұлуға бұл мәселе шешілгеннен кейін оны барлық ауыл тұрғындарына дос болу үшін таныстыратынын және Илу бәрінен де артық қалайтын ештеңе жоқ екенін айтады. Ол бұл оның қаһармандық тарихының басы деп ойлап, қуаныштан секіре бастайды және бұл үшін Грекке алғыс айтуы керек. Сонымен бірге даз күзет мұнарасына жетіп, күзетшіні, сондай ақ бірнеше тауықты өлтірді. Өйткені бұл үшін жаза жоқ. Өйткені бұл скирим емес. Қалған адамдар Грек пен Илу сол жерге келгенде не болып жатқанына таң қалып, абдырап қалды. Айдаһарды көргенде бәрі шошып кетеді. Бірақ Грек оларға Илу олардың жағында екенін айтады. Ол барлығына ауылдан кетуді бұйырады. Өйткені оларға тас айдаһар шабуыл жасайды. Ауыл тұрғындары мүмкіндігінше тез қашып кетеді. Бірақ бір бала төбелесті бақылау үшін артта қалады. Дос оны қарай ұмтылудың арқасынан итеріп жібереді. Бірақ ол ылаға шабуыл жасамақ болғанда, оны оңай жеңуге болады. Илу оны қарусыздандырып, содан кейін лақтырып жібереді. Бірақ ол дазды аяқтағалы жатқанда, ол екіленеді. Өйткені бұл оны ауыл тұрғындарының көз алдында нағыз құбыжыққа айналдырады. Миы шайылған даз әлі де қорқытып күледі. Ал Илу оның миын жарып жіберетін соққымен оны нокаутқа түсіруді шешеді. Содан кейін Илу өзін өте қажет болмаса өлтірмейтін әділдік айдаһары екенін айтып, өзін жарнамалай бастайды. Содан кейін ол жұмыртқаны ауылдан алып кету үшін тәркілеуге тырысады. Бірақ таң қалғанындай, дәл осы сәтте даз есін жиып,
одан секіреді. Илу мұны ешбір қалыпты адам жасай алмайтынына сенімді, сондықтан ол Даздың статистикасын тексеріп, оның махавалдар сияқты әдеттен тыс әсері бар екенін анықтайды. Осы уақытта Даз жақын жерде жасырынып жатқан баланы байқап қалады да, Илу оған шабуыл жасамауы үшін оны дереу кепілге алады. Ол тас айдаһардың жұмыртқасына қарай ұмтыла бастайды. Ал Илу алдында тұрған мәселенің шешімін таба алмайды. Кенет Доус айдаһардың жұмыртқасына жетіп, қылышын тастайды. Бұл Илуды таңғалдырды. Содан кейін ол одан да оғаш нәрсе жасайды және күзет мұнарасының жоғарғы жағын ұстап, оны жоғары қарай тартатын шырышты гел ағынын түкіреді. Илу бұдан да үлкен мәселе туындаған кезде бұл және қалыптан тыс жағдайдың себебі неде болуы мүмкін деп ойлайды. Тас айдаһар ауылға жетіп, ашуланып жұмыртқасына қарай жүгіреді. Доз оны одан сайын мазақ ету үшін жұмыртқаны көтереді. Ал Илу оны өз қамқорлығына алу үшін жұмыртқаға секіреді. Алайда Даз кепілге алынған баланы алып кетеді. Ал Илу алдымен оны құтқаруға мәжбүр болады. Бірақ Даз бұл мүмкіндікті пайдаланып, жерге секіріп, жұмыртқаны жерге жарып жібереді. Илу енді Дазды ешкім тоқтата алмайтынын түсінгенде, қорқыныштан тоңып қалады да, оның көзінше тас айдаһардың жұмыртқасын сындырады. Мұны көрген тас айдаһар ашуланып, аяғын қатты басып, ауылға жойқын толқын жібере бастайды. Мари ауылға оралғанда оның ашуланған дыбыстарын естиді және Мурды ауыл шекарасынан өте салысымен тауып алады. Ол одан не болып жатқанын сұрайды. Ал Мур оған Доус тас айдаһарды ауылға азғырғанын айтады. Ал Грек пен Илу мұны істеуге тырысады. Тоқтат. Бұл арада Илу тас айдаһардың төбелесі аяқталғаннан кейін басын көтеріп, баланың оның қорғауында қауіпсіз болғанын растайды. Ол айналадағы қиратуларға, содан кейін аузымен ауаны ұстаумен айналысатын Дазға қарайды. Ал тас айдаһар оған ашуланып қарайды. Содан кейін тас айдаһар Дазды ауыр табанының астындағы балшыққа айналдырады. Ал Илу егер ол бұрын Дазды өлтіргендердің бірі Даздың орнында болса, ауылдың жойылуына жол бермейтінін түсінеді. Дәл осы сәтте Грек оны шақырады. Ал Илу оның да аман есен жүргеніне қуанышты. Ол Гректен баланы алып қашып кетуін сұрайды. Өйткені ол жартас айдаһармен күресу үшін аумақты тазартуы керек. Грек бұл қауіпті қадам деп санайды. Бірақ ол Ылаға сенеді және одан өлмеуін сұрайды. Осыдан кейін Илу өзінен әлдеқайда күшті жаумен жалғыз қалады және оны жеңе алатынына сенімді емес. Алайда ол берілуге дайын емес. Өйткені оған қамқорлық жасайтын адамдардың тағдыры осы шайқасқа байланысты. Ол бәріне баруға бел буып, бірден жартасқа асығады. Айдаһарды айдаһар пышақтап тастайды. Ол өзінің жартас сияқты берік қорғанысына мүлдем тиімсіз болып шығады. Ол өзінің отты тынысын пайдалануды жалғастыруда, бірақ бұл да нәтиже бермейді. Содан кейін Илу метеориялық шабуылды пайдаланып, тас айдаһардың қатты терісін тесіп өтеді, бірақ бұл да пайдасыз. Ол жеңе алатын бірде-бір шабуылы жоқ екенін түсінеді. Тас айдаһардың қорғаныс қабілеті жоғары, бірақ ол бұл туралы ойланып жатқанда, тас айдаһардың қаншығы оны жерге лақтырып жібереді. Илу бір соққыдан 1 тонна зақым алады және ол қазір дұрыс қозғала алмайтынын біледі. Ол өзінің арсеналында жауына қарсы тіпті осы жылдамдықпен жұмыс істей алатын бірде-бір қозғалыс жоқ екенін түсінді. Ол да ауылда құрдымға кетті. Алайда дәл осы сәтте Грек ауылдың тағы бірнеше адамымен төбелесіп, оның назарын аудару үшін айдаһарға жебелермен шабуыл жасайды. Грек айдаһарға найзасымен шабуыл жасау үшін жеткілікті түрде жақындап келеді. Бұл оның назарын Илудан басқа жаққа аударуға мәжбүр етеді. Ол орнынан тұрып, мойнына күшті дропкик соққысын береді. Тас айдаһар бір сәтке тепе-теңдігін жоғалтады және осы мүмкіндікті пайдаланып, ауыл тұрғындары оның көзін жебемен шаншып тастайды. Грек достарына Илге тас айдаһардың назарын аударуға көмектесетінін және мүмкіндік болған кезде оны толығымен соқыр ету үшін оның екінші көзін нысанаға алу керектігін айтады. Сонымен бірге Илу тас айдаһардың статистикасын тексеріп, оның қанша зиян келтіргенін біледі және барлық шабуылдардан кейін оның денсаулығының көп бөлігі бұзылмағанын анықтайды. Кенеттен ол айдаһардың күшті соққы жасайтынын байқайды. Оның адамдарға дер кезінде ескертуге уақыты жоқ. Ал тас айдаһар олардың бағытына күшті жер тікенектерін жіберіп, олардың біреуін тез жойып жібереді. Грек басқа жігітке көмектесуге тырысады, бірақ екі тас бағананың арасында қалып қояды. Қозғала алмаған Илу бұл жағдайда не істей алатынын білмей, кенет оған қашуға бұйрық берген бұрмаланған дауысты естиді. Ол не болып жатқанын білгісі келеді және Сири оған 4 деңгейге жеткенін және енді Илу Лаплас жасаған жеңілдетілген тренажерге қол жеткізе алатынын айтады. Бұл жерде Илу түсінбейтін көптеген сөздер бар. Содан кейін ол бұрын естіген оғаш дауыс оған қанша ескертілсе де, оның қашып кетпейтінін білетінін айтып, оған қайта оралады. Дауыс Илге оны көруден жалықпағанын, бірақ енді олардың жолдары тарайтынын айтады. Илу өзінің құдайлық болмыстың қолында екенін де түсінбейді және дауыстың дұрыс екенін дәлелдеуге бел буады. Тас айдаһарды жою арқылы дауыс дұрыс емес. Ол өзін күштірек айдаһарға айналдыруды шешеді. Өйткені бұл жеңудің жалғыз жолы. Бірақ оның келбеті өзгеріп, Меретте, Лейсте оны танымау қаупі бар. Дәл осы сәтте оған тас айдаһар шабуыл жасайды. Ал Илу 4 эволюцияның қайсысын таңдау керектігін ойлап, бүйіріне қарай домалап кетеді. Ол Жорманганттың жеңіске жету мүмкіндігі жоғары деп ойлайды.
бірақ ол соншалықты қауіпті нәрсеге айналғысы келмейді. Домалақ айдаһар сипаттамаға сәйкес күшті болып көрінбейді, ал қараңғы драга адам бірдей. Ол кішкентай арк айдаһарының қандай да бір шабуылдау қабілеті бар жоғын білмейді және Сириден олардың қайсысының мүмкіндігі жоғары екенін айтуын сұрайды. Тас айдаһарға қарсы кенеттен ол денесінің әлсіреп бара жатқанын сезеді. Біреу оның барлық маназын сорып алғандай, ал Сири оған Лаплас билігінің араласуы атағын алуға барлық мүмкіндігі бар екенін айтады. Илу бұл кездейсоқ мағынасыздықтың нені білдіретініне мән бермейді. Бірақ ең бастысы, Сири енді оған әрқайсының аман қалу мүмкіндігі туралы не айта алады? Эволюция. Ол ұлуға егер ол кішкентай, доға тәрізді айдаһарға айналса, оның жеңіске жету мүмкіндігі 4% болатынын айтады. Бірақ егер ол Джормангандқа айналса, онда шайқастың 98% тең аяқталып, ауыл толығымен жойылуы мүмкін. Илу ауылды құтқара алмаса, мұның мәні неде деп сұрайды. Бірақ Сири мұндай сұрақтарға жауап бермейді. Ол оған, егер ол домалақ айдаһарға айналса, оның жеңіске жету мүмкіндігі 1%-дан аз болатынын, бірақ оның құтқарылу мүмкіндігі 99%-дан асатынын айтады. Илу қашып, барлығын тастап кеткісі келмейді. Бірақ содан кейін ол сүрініп, енді не істеймін деп жерге құлап түседі. Осы уақытта орманда жүнді қыз Юно тас айдаһардың ызылдаған дыбыстарын естіп, бұл туралы дереу өз тобына айтады. Оның тобы үзілістің ортасында бірден дабыл қағады, ал Мелша оларға асығу керектігін айтады. Екінші жағынан, ауыл тұрғындары жақын жерден баспана іздейді. Ал Мер мен Мари оларға жауапты. Мер барлық ауыл тұрғындары эвакуацияланды ма деп сұрайды. Ал Мари олардың көпшілігі әлі баспанаға келмегенін айтады. Дәл осы сәтте ол жерге ес-түссіз жатқан ұлымен бірге бір әйел келеді. Ал Мари баланы емдеп жатқанда, әйел оған Гректі және тағы бірнеше ер адамды көргенін айтады. Айдаһарды тоқтатамыз деп ауылдың орталығына қарай бет алды. Мер олды оларға көмектесу үшін ауылдың орталығына барғысы келетінін айтады. Ал Мари мұны істей алмайтынын айтады. Өйткені ауыл тұрғындары оның көмегіне мұқтаж. Мей мұндағы барлық адамдарға көмектескенін, ал Грек және басқалар қазір оның көмегіне көбірек мұқтаж екенін айтады. Мари оны бұл шешімнен тайдыра алмайтынын түсінеді. Сондықтан ол кез келген бауырым сияқты әрекет етуді шешеді және оның ақымақтығына қосылады. Ауылға оралғанда Илу әлі де өз шешімін ойлап жатыр. Оған неғұрлым көп уақыт қажет болса, оның жағдайы нашарлай түсетінін толық түсініп, егер ол кішкентай кеме айдаһарына айналса, Гректі құтқара аламын деп ойлайды. Бірақ бұл процесте оның жартасты жеңіске жету мүмкіндігі азаяды. Айдаһарлар небәрі 4% құрайды. Содан кейінде достарыңды құтқару мүмкіндігі небәрі 1%. Дегенмен, Илу AI-мен жұмыс істейтін чат роботқа ортаңғы саусағын көрсетеді. Өйткені оған ешбір көлік не істеу керектігін айта алмайды. Ол кенеттен ауаға секіріп, оған қарай домалап, бар күшімен соққы бермес бұрын тас айдаһардың шабуылынан жалтарады. Бұл шабуыл тас айдаһарды құлатады. Ал Илу бірден Гректің жағдайын тексеру үшін жолға шығады. Илу Гректің қатты қансырап жатқанын біледі және оны құтқарудың жалғыз жолы кішкентай, доға тәрізді айдаһарға айналу. Алайда Грек кенеттен оның қолынан ұстап, ол үшін алаңдамау керектігін айтады. Илу оның не туралы айтып жатқанына таңғалады. Содан кейін Грек өзі сияқты оба айдаһарының адамдарға шабуыл жасауына ешқандай себеп жоқ екенін айта бастайды. Илу оған үндемеуді бұйырады. Өйткені мұндай сәттерде ол өз энергиясын үнемдеуі керек. Бірақ содан кейін Грек Илудың ондай емес екенін білетінін айтады. Ол қазір бар күшін толық пайдаланбайды. Ол Иладан жақсылық жасап, оны жеуін сұрайды. Өйткені ол құбыжықтардың адамдарды жеу арқылы күшейетінін біледі. Илу бұл ұсынысты бірден қабылдамайды. Өйткені тіпті зұлым айдаһар Эпштейн мен оның достарынан да жақсы. Ол адамдарды жемейтінін және басқаларды жеу арқылы өз деңгейін көтермейтінін түсіндіруге тырысады. Бірақ Грек, әрине, оны түсіне алмайды. Илу кенеттен оған жаңа бағыты ашатын ой келгенде, ол тек даму арқылы ғана күшейе алатынын айтады. Ол өзінің жасы оба айдаһарына қалай айналғаны туралы көп ойлайды. Бірақ ол әлі де бейбітшілікті сақтаған кішкентай қаһарман атағын алу үшін ерлік жасады. Ол үшін жақсы дамудың есіктері ашылды. Дегенмен, ол жас оба айдаһары болса да, оның эволюциялық ағашында ересек оба айдаһарына айналу мүмкіндігі жоқ. Яғни ол ересек оба айдаһарына айналу үшін жеткілікті зұлым емес. Бұл арада Грек әлі де ренішін жалғастырып, Илге Мер көмектескенін, бірақ бәрібір оны пышақтап тастағанын айтады. Соған қарамастан, Илу адамдарға жартас айдаһармен күресу арқылы көмектеседі. Яғни оның жүрегінде құбыжық емес. Грек Илудың тырнақтарын көтеріп, мойнына жатқызып, тірі қалған ауыл тұрғынын есеңгіретіп тастады. Осыдан кейін Грек қазірдің өзінде шейіт сияқты әрекет ете бастайды және Илге оны жеп, ауылды қорғауды бұйырады. Мұны естігенде Илудың көзіне жас келеді және ол бәрін құтқару үшін дәл осылай істеу керек екенін түсінеді. Ол Гректің мойнын кесіп, оны ұшуға жібереді. Содан кейін ол үнсіз өз орнында қалады. Сири оған өзінің ең жоғары деңгейіне жеткенін және бұдан былай тәжірибе жинай алмайтынын айтады. Бірақ оның құқық бұзушы атағы 5 деңгейге жетті. Ал басқа теріс атақтар да 1 деңгейге көтерілді. Илу енді артқа бұрылуға мүмкіндігі жоқ екенін түсінеді және Сири одан сайын ашуланғаннан кейін өзінің эволюциялық ағашын қазір көргісі келетінін сұрайды. Ол мұны бірден сұрады. Ал Сири оған енді V1-ге айналу мүмкін екенін айтты. Бұл дәрежелі оба айдаһары. Ол қай жерде пайда болса да, бақытсыздық әкелетін зұлым айдаһар. Сири оба айдаһарының эволюциясы тақырыбын жалғастырып,
оны апат әкелетін үш ұлы құбыжықтың бірі деп санайды және оның артында мәйіттердің тауларын қалдырады. Илу тас айдаһарды жеңу мүмкіндігінің қандай екенін білгісі де келмейді және оба айдаһарына айналуды шешеді. Оның денесі өсіп, ересек оба айдаһарына айнала бастайды. Дәл осы сәтте тас айдаһар орнынан тұрып, ырылдай бастайды. Ал Илу одан да қатты және қорқынышты гүрілмен жауап береді. Тас айдаһар Илу отырған бағанға шабуыл жасайды, бірақ ол ұшып кетеді. Гректі өлтіргеннен кейін ұлудың қорқынышты құбыжыққа айналғанын көрген ауыл тұрғыны қорқып қашып кетеді. Осы уақытта Илу жерге қонып, грекке құрбанының берген күшімен ауылды ақыры құтқаратынын айтады. Кенет тас айдаһар мен Илу тағы да күркіреген жарысты бастап, бар күшімен бір-біріне қарай ұмтылды. Илу бұл жолы тас айдаһармен бірдей статистикаға ие. Сондықтан оның тас айдаһардың басын толық күшімен ұруында еш қиындық жоқ. Содан кейін ол тас айдаһардың басынан ұстап алады, бірақ оны жеңу үшін әлі де физикалық күші жеткіліксіз. Тас айдаһар оны артқа итеріп жібереді. Ал Илу сумы жекпе-жегінде жауымен жеңіске жете алмайтынын түсінеді. Қалай болғанда да, бұл оның күшті костюм емес. Ол тас айдаһардың басынан және екінші қолынан ұстап, содан кейін жоғары қарай ұшады. Ол тас айдаһарды улы тырнақтарымен тырмалауға тырысады, бірақ тырнақтары оның қалың терісін тесіп өте алмайды. Ол бірден ұшып кетеді де, тас айдаһарды артынан ашық жерге апарады. Өйткені ол жерде оның артықшылығы болады. Дәл осы уақытта Мур мен Мари Грек пен Иланы табу үшін ауылдың орталығына жетеді. Бірақ ол жерде айдаһарлардың ешқайсысын көрмегенде шошып кетеді. Дәл осы сәтте аман қалған адам сол жерге келеді. Ал Мари одан Гректің қайда екенін сұрайды. Жігіт сол жан түршігерлік оқиғаны есіне алып, басын ұстап, тізесіне құлады. Ол Мур мен Мариді Гректің басы кесілген денесіне апарып, оны оба айдаһары өлтіргенін айтады. Мари одан Мур әкелген айдаһардың Гректі өлтіргеніне сенімді ме деп сұрайды және ол мұны растайды. Мур бұған сене алмайды. Бірақ жігіт оларға ұлудың Гректі өлтіргенін өз көзімен көргенін, содан кейін кенеттен үлкейгенін айтады. Ол тас айдаһарды шығысқа апарып, екі құбыжықты да қарғағанын айтады. Мер ұлудың адамды өлтіруі мүмкін екеніне әлі де сене алмайды. Бірақ Мари оған бұл үшін уақыт емес екенін айтады. Дәл қазір олардың маңыздырақ істері бар. Атап айтқанда, әлі де ауылда қалып қойған жараланған адамдарды емдеу. Мер жараланған ауыл тұрғындарына көмек көрсетуге асығып жатқанда, Мари жай ғана тас айдаһармен оба айдаһары ауылға оралмайды деп үміттенеді. Өйткені ол кезде ауыл қираған болар еді. Оның жойылатыны сөзсіз. Бұл арада Илу мен тас айдаһардың арасындағы ашық кеңістікте кескілескен тартыс жүріп жатыр. Тас айдаһар құйрығын тістеп, оған жердің тікенектерін ұшыру дағдысын қолданады. Илу оны ұрып соғып, шабуылдан жалтару үшін уақытында босатады. Ол тас айдаһардан қашып, өзінің жаңа құйынды соққы дағдысын тас айдаһарға зақым келтіретін күшті қанатты соққылар жасау үшін пайдаланады. Дәл осы сәтте тас айдаһар оған қарай жүгіреді. Ал Илу оны болдырмау үшін уақытында ұшып кетеді. Егер оған шабуыл жасалса, ол қуырылатынын біледі. Содан кейін тас айдаһардың статистикасын тексереді. Ол өзінің барлық шабуылдары көп зиян келтірмегенін және тас айдаһардың денсаулығы әлі де көп екенін біледі. Ол тас айдаһардың қандай да бір әлсіз тұстары бар ма деп ойлайды. Бірақ Сири оған бұл ақпаратқа әлі қол жеткізе алмайтынын айтады. Илу ең көп зиян келтіру үшін тас айдаһардың басына назар аудару керек деп шешті. Ол алға ұмтылып, тас айдаһардың басынан ұрады. Содан кейін оны құйрығымен ұрады. Содан кейін Илу тас айдаһардың екінші көзінде тесіп, оны мүлдем соқыр етіп қалдырады. Ашуланған тас айдаһар жынды сияқты әрекет ете бастайды да, тура ауылға қарай жүгіреді. Илу оның Мари және басқалары ауыл тұрғындарын емдейтін ауылға жетуіне жол бермеу үшін оның алдынан ұшып келеді. Дәл осы сәтте Мари Мурдың жоғалып кеткенін байқайды. Ол Илумен кездесуге бардым деп қорқады және оның қасында болғанда аман қаламын деп үміттенеді. Екінші жағынан, Илу өзін босату үшін басын ұрып жатқан тас айдаһарды тоқтату үшін барын салады. Илу қанаттарын қатты қағып, улы ұнтақты босатып, жартас айдаһарына зиян тигізе бастайды. Удың әсерінен тас айдаһардың басы айналады. Ал Илу мұны көргенде тас айдаһардың мойны денесінің қалған бөлігіне қарағанда жұқа екенін байқайды. Ол мойнына бар күшімен соққы бере бастайды. Бұл оның мойын сындыру деп аталатын басқа дағдысын белсендіреді. Бұл оған қарсыласын аяқтау үшін нақты қай жерде шабуыл жасау керектігін көрсетеді. Ол осы нүктеге бар күшімен соққы береді, ал тас айдаһар жерге құлап өледі. Сири оған тас айдаһарды жеңіп 380 тәжірибе жинағанын хабарлайды. Илу да жекпе-жектен қатты шаршады және Сири оған бір жекпе-жекте 19 деңгейге жеткенін айтқан кезде жерге құлап түсті. Дәл осы сәтте Мара келіп, ұлудан ол білетін мейірімді айдаһар екенін сұрайды. Ол оның қалай үлкен болғанын және ауылды құтқару үшін тас айдаһарды жеңгенін сұрайды. Илу енді Гректі даму үшін өлтіргенін түсінді және енді оған не айтарын білмей отыр. Кенеттен оған энергия разряды түседі. Ал Мари Мереге қауіпті айдаһардан аулақ болуды бұйырады. Ал өзі оған шабуыл жасай береді. Мер олардың арасына түсіп, Мариге бұл оның айтқан ең мейірімді айдаһар екенін айтады. Мари бұл Гректі өлтірген айдаһар деп жауап береді.
ал мэр кенеттен оны растауды ұмытып кеткенін түсінеді. Ол бұл туралы сұрау үшін Илге бұрылады, бірақ оның жүзі бәрін айтады. Ол әлі күнге дейін Илуды қорғап, Мариге қандай да бір түсініспеушілік болған болуы керек, өйткені Илу адамды өлтірмейді деп айтты. Кенеттен оның мұрнына улы қабыршақтар түсіп, ол жөтеле бастайды. Илу өзінің енді Маридің қасында қала алмайтын құбыжыққа айналғанын түсініп, кенеттен оны қауіпсіздендіру үшін оны итеріп жіберді. Ол қатты дауыстап, Мариді оны тағы бір рет атуға итермелейді. Илу осы мүмкіндікті пайдаланып, көлдің жағасына ұшып барады. Сонда ол судағы жаңа пішінін тексереді. Ол қазір танк сияқты күрделі деп ойлайды. Бірақ кейін қатты шаршағандықтан арқасына құлап кетеді. Кенет ол алдынан гүлді байқап қалады да, Сири оған оның есімі берілген иллюзия гүлі екенін айтады. Сири оған бұл гүлдер құбыжықтар табылған жерде ғана өсетінін, сондықтан оларды жинау қиын екенін айтады. Гүлдер тілінде олар батылдық пен ерлікті бейнелейді, және бұл ұлуға мердің оны неге осылай атағанын еске салады. Ол енді бұл есімге лайық емес екенін сезіп, Сириден оны өшіруді сұрайды. Ол оған оның есімі анықталғаннан кейін оны өзгерту мүмкін емес екенін айтады, және Илу оның қаншалықты қорқынышты болып кеткеніне байланысты жерде дірілдей бастайды. Бірақ бұл бейне осымен аяқталады. Лайк басуды және каналға жазылуды ұмытпаңыз. Көргеніңізге рахмет, келесі кездескенше.